Неліктен барлығы Шырақ онлайн ұбт орталығын таңдайды? Себебі ол жерде ең үздік мұғалімдер болған соң ба? Мүмкін ерекше түсіндіру методикасы үшін бе? Әлде бәлкім ыңғайлы формат үшін? Бұның барлығы да шындық. Бар болғаны 4 ай ішінде ұбт-ға толық 100% дайын болғың келсе, ең үздік Шырақ онлайн орталығына дәл қазір жазыл. Біз сені күтеміз. Сәлем құрметті біздің Шырақ академиясының тұрақты оқырмандары. Бізде бұл жаңа приложение болғанымен, бірақ ұстаздары осы уақытқа дейін мыңдаған оқушыны ұбт-ға дайындап грантқа түсірген болатын. Соның бірі мен. Осы Шырақ онлайнның негізін қалаушылардың бірімін. Осы уақытқа дейін біршама проекттерде жұмыс жасадым. Соның бірі Educate онлайн орталық. Сонымен қатар 125 High School'дың Алматыдағы, Атыраудағы мектептерінің негізін қалаушылардың бірімін, математикпін. Сонымен қатар полный 125 High School'дың ұбт-ға дайындайтын кітаптарын, сонымен қатар полный 125 High School мектептерінің материальный базасын осы уақытқа дейін қалыптастырушылардың бірі болып табыламын. 2014 жылдан бері 2013-2014 деп санағанда дәл қазір 2023 жыл болатын болса, біз 10 жыл бойы осы уақытқа дейін оқушыларды ұбт-ға, шетелдік бағытта SAT, NUET деген сияқты емтихандарға дайындап келдім. Сонымен қатар біршама оқушыларды олимпиадаға да дайындап келдім. Негізгі өзінің мамандығым математика пән мұғалімі болады. Қазақстан мемлекеттік математика қауымдастығының 2022 жыл ұйымдастырған олимпиадасының 2-ші орын иегері болам. 2023-те де 2-ші орын алдым, қатарынан 2 жыл бойы абсолют 2 болдық. Одан кейін Алматыда абсолют 1-ші орын иеленген болатын математиктердің арасында. Әрине олимпиададан орын иеленген аз, сонымен қатар математикадан өте қызықты, оңай етіп, көптеген фишкалармен бөлісетін боламын сіздермен. Яғни бұл жақта кейбір математиктер бар, білімі мықты, бірақ оқушыларға жеткізе алмайды. Бірақ біздің жағдайда мен основной негізгі мамандығым бұл педагог, оқушыларға оңай, қызықты қылып түсіндіру сабақты, ал математикамен одан кейін математикпін деген секілді да. Дайындаған оқушы саны мен 3000 оқушы грантқа түскен 100%, яғни 3000 оқушының 100% грантқа түсті бізде. Яғни проходной жинай алмай қалды деген момент болған жоқ. Физика, математика, информатика, география, математика бәрін қосқан кезде вообще 3000-ға жуық онлайн бар, офлайн бар оқушыларды дайындадым. Енді көптеген моменттер бар. Мысалы, осы ең алғашқы рет матсауаттылық кітаптарын жазып шыққан, 7000 тиражбен шықты. Кейбір оқушылар әлі де дайындалады осылармен. Енді біз бүгін ұлттық тестілеу орталығының шығарған, ұлттық тестілеу орталығының жасап шыққан, яғни өзінің сайтында жариялаған нұсқаны талдайтын боламыз сіздермен. Бұл жақта көптеген фишкалар айтатын болам, көптеген формулалар айтатын болам. Мүмкін болса дәптерді қолдарыңызға ұстап алып, осы эфирді көрсеңіздер, сіздер как минимум бір 10-15 бал қосып аласыздар бүгінгі эфирдің өзінде. Бірінші есепті шығармас бір мынандай формула бар. А плюс 2 еселенген түбірасында Б болатын болса, А деген N мен K-ның қосындысы, Б деген N мен K-ның көбейтіндісі деп алатын болсақ, бұдан түбірасында N плюс түбірасында K деген формула шығады. Арасында минус болса, біз неқа минусты қоямыз. Бұл бізде формула. Формуланы қызылмен қоршап қоямын. Енді кеткі есебін шығарайық. 7 плюс 4 түбірасында 3. Бізде формулада 2 деп тұр. Неқта байқасаңыздар. 4-ті біз 2 көбейтілген 2 деп алып, 2-ні түбірасына салып жібереміз. Сонда бізде 7 плюс 2 еселенген 3 көбейтілген 4 болып көреді түбірге. Өйткені квадратты бір, мысалы түбірасы 4-те не шығады? 2 шығады. Ал 2-ні түбірасына салатын болсақ, 2-нің квадраты деп саламыз, 2-нің квадраты бізде 4 болады. Сонда бізде түбірасына 7 плюс 2 еселенген 12 болады. Енді 7 деген қандай екі санның қосындысы, 12 деген қандай екі санның көбейтіндісі, соған мән береміз. 7 деген 4 пен 3-тің қосындысы, 12 деген бізде 4 пен 3-тің көбейтіндісі. Сонда бұда бізде шығады. Түбірасында n деген түбірасы 4, түбірасы k деген түбірасында 3. Түбірасы 4-тен бізде 2 шығады. 2 плюс түбірасында 3 деген ол мынақта Б жауабына сәйкес болады екен. Енді бұл жақта мен формулаларды айтып кетем, қысқаша ғана, бірақ толыққанды білгілеріңіз келсе, бізге полный мен сабақтарыма келсеңіздер болады. Яғни онлайн и офлайн сабаққа келсеңіздер болады. Енді мына жақта әрқайсысын куб десе кубтау керек. Сонда бізде 64 m-нің alt дәрежесі болады. Бізде мына жақта формула бар. А-ның n жақшаның сыртында k дәреже тұрса, n мен k көбейтіледі деген
формула бар. Бұл бізде дәреженің қасиеті. Мына жақта m квадрат болса, m 6 болады, және n куб болады. Көбейту дальше минус 32-ні жақшаның ішіне жазам, m квадрат n. И бөлшектің бөлімінде бізде мына жақта минус 2-ден 1, m 8, n 4. Енді 64 пен 32-ні қысқартып жіберуге болады. Мына жақта 2 қалады. Значит, мына жақта 2-ден 1 деген сан тұр деген сөз. Мына жақта 1 өзі қала береді. 2-ден 1 мен 2-ден 1 жойып жіберуге болады. Мынау минус пен мынау минус екеуі бірге бізде плюсті береді. Енді үстіне қараймыз. m6-ға m2-ні көбейтіп жіберсе, m-нің 8 дәрежесі болады. Яғни a-ның n дәрежесі көбейтілген a-ның k дәрежесі болса, дәрежелері бізде қосылады деген формула бар. Яғни бірде өрнектер көбейтілсе қосылады. Мысалы, x-қа x-ті көбейтсе бізде x-тің квадраты болады. Неге? Өйткені x-тің бір дәрежесіне x-тің бір дәрежесін қоссаң, x-тің квадраты болады бізде. Мына жақта n кубқа n-ді көбейтсем, n-нің 4 дәрежесі болады. Мына жақта секілді бір дәреже бар екенін ұмытпау керекпіз біз. Астында m8, n4. Екеуін бір-біріне бөліп жіберсем бізде 1 болады. Мысалы, a-ны a-ға бөлсем бізде не болады? 1 болады. 7-ні 7-ге бөлсек не болады? Бізде 1 болады. Тура сол сияқты мына жақта екеуі қысқарып кетеді. Сонда бізде 1 деген ответ шығады. Яғни Б жауабына сәйкес. Келесі есеп бізде синустар, тригонометрия бар. Тригонометрия мүлде қиын емес, бұл оп-оңай. Косинус 2 альфаның формуласын білу керек бізге. Косинус 2 альфаның бізде 2 формуласы бар. Бұл косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа. Немесе косинус 2 альфаның тағы да бір формуласы через синус арқылы ашуға болады. Косинус квадрат альфа неге етем бізде? 1 минус синус квадрат альфа. Значит, мынаны орнына мынаны қоятын болсақ, 1 минус 2 синус квадрат альфаны береді. Бізде мынандай формула бар косинус 2 альфаның. Енді косинус 2 альфа тең болады мына жақта 1 минус 2 синус квадрат альфа. Енді орнына қоям. Сонда бізде мына жақта 1 минус 2 еселенген синустың орнына мен 0,7-нің квадратын қоям. И осы жерде 90 мен 180 арасы дейді. Координаталық түзуге біз есептің шарты бойынша синустың таңбасын қоям. Плюс, плюс, минус, минус. 90 мен 180 арасы бізде таңбағандай бізде плюс болады. Еще мына жақта квадрат тұр формулада. Квадрат тұрғандықтан оның таңбасын анықтаудың қажеті жоқ. Себебі әрқашан квадраттан 10 сан шығады. 0,7-нің квадраты 0,49. Енді оны 2-ге көбейту керек. Сонда ол бізде 0,49-ды 2-ге көбейтетін болсаң 18, бір ойда 8, 9,8. Енді 1-ден 9,8 айтсақ, минус бізде мына жақта шығады. Минус мына жақта шығады. Бізде, кстати, көбейткен кезде 9,8 деген нәрсе 2-ге осы жерде көбейтіп көрейік. 0,49-ды 2-ге. Ол бізде 18, бір ойда мына жақта 8, 9. Одан 0. 1, 2, 2 сан 0,98 болады екен. Мына жақта 1 минус 0,98. Енді 1-ден 0,98 айтсақ 0,02 деген сан шығады. Сонда бұл А жауабына сәйкес болады. Ондай қателіктер кетеді, ол ничего страшного, жай ғана көбейтуден кетіп отыр. Бізде ұбт-да калькулятор болады. Келесі 3а квадрат, 2-ны мынаған көбейтсек минус 10а, 2-ны мынаған көбейтсек минус 4а квадрат, плюс бізде мына жақта 10а. 10а мен а10а жойылады, 3а квадраттан 4а квадрат айтсақ минус а квадрат. Минус а квадрат деген бұл жақта Б жауабына сәйкес. Бұлардың барлығы 7-ші класстың тақырыптары. Мысалы тригонометрия бұл 10-ші класс, мысалы 7-ші класс деген секілді. Негізі нақты түбір болмайды. Нақты түбір деген не? Нақты деген R деген нақты сандар деген, кез келген сан деген сөз, нақты сан. Яғни комплекс сан дейтін бар, және нақты сан дейтін бар. Нақты сан деген кез келген сан. 2-ден 1, 0,7, или болмаса түбір астындағы сандар, осылардың бәрі түбір астында 48 деген сияқты сандардың барлығы бізде нақты сандар болады. Енді бірінші есепті қарайық. Бізде мына жақта 2х квадрат минус 3 тең болады 5-ке. Біз бұны екі жағдайда қарастырамыз. Бір рет плюспен қарастырамыз. Давайте плюспен шығарып көрейік. 2х квадрат тең болады мына жақта минус 3 мына жақта 8, х квадрат тең 4. Бұдан плюс минус 2 шығады. Бұл жақта нақты түбірі шығып тұр. Бұл значит отпадайды. Болмайтын теңдеу десе, ол значит Б жауабына тең. Бұл жақта сразу айтуға болады Б жауабы деп. Неге? Өйткені 2х квадрат минус 3 тең болады, плюс 5-ні яққа шығарсам минус 5-ке тең болады. А модульден ешқашан теріс сан шықпайды. Сондықтан бұның шешімі жоқ болады да. Бізде нақты түбірі болмайтын есеп осы есеп болады. Келесі есеп теңдеуді шешіңіз дейді. Теңдеулер жүйесін шешу үшін астындағы теңдеуді полный 8-ге көбейтіп жіберсек болады. Сонда бізде 3х минус 8y тең минус 43. Астындағы теңдеуді 8-ге көбейтсек 32х плюс 8y, 34 8-ге көбейтсек, 34 көбейту 8, 240 плюс 32, ол бізде 272 дейтін сан шығады, минус
Енді өзара қосып жібереміз. Екеуін өзара қосып жіберсек 35x тең болады. Мына жақта 272-ге 43-ті қосатын болсақ 5-пен бітеді. 11 бір ойда 315 болады. Енді 315-ті 35-ке бөлетін болсақ, 315-ті давайте 35-ке бөліп алайық. Так, 1-ден 7-ден береміз, примерно 35, 3 ойда 9-дан берсек 45, 27, 4 ойда 315 шығады екен. Значит, минус 9 шығады. Енді x минус 9 болса, y таппай қойға да болады. Оны А жауабына сәйкес келіп тұр, минус 9-да 2. Жауабын жазғанда бірінші x-тікі, одан кейін бізде y-тікі жазылады екен. Яғни бұл жақта жою тәсіліне салдық. Астындағы теңдеудің өзін просто так 8-ге көбейте салуға болады бізге. Үстіндегі теңдеуді ештеңеге көбейтпей қойсаң да болады. Бұл теңдеулер жүйесінің 6-шы класстың тақырыбы. Кстати, бұны біз полный сабақтарда разбор жасап үйретеміз, бұның оңай жолдарын, қиын жолдары деген сияқты да. Кеттік, алғашқы функциясын табыңыз деген. Енді алғашқы функцияның ең негізгі формуласы x-ның n дәрежесі болатын болса, алғашқы функцияны осылай да белгілеуге болады. Мына дәрежесіне 1-ді қосып, дәл соған бөлу керекпіз. Мына жақта 5x-ның 4 дәрежесі қосылған 2-ден 7 көбейтілген x-ның минус 2-ден 1 дәрежесі. Яғни мына жақта 2-ден 7 көбейтілген 1 бөлінген түбірасты x қой. 1 бөлінген түбірасты x-ті біз аламыз x-ның 2-ден 1 дәрежесі деп. Бізде мынандай формула бар. А-ның n дәрежесі бұл 1 бөлінген А-ның n дәрежесі. То есть минус болса, бұны 1 бөлінген деп алуға болады. Значит, біз керісінше мынаны біз былай аламыз да, минус 2-ден 1 дәреже деген секілді. Яғни, бұл жақта түбірдің қасиетін де білу керек. Енді қараңыздар, бұл жақта тек қана бір формула білу арқылы түбірдің қасиетін, сонымен қатар дәреженің қасиеттерін білу арқылы мынау есепті спокойно шығаруға болады. Яғни, мынандай формула бар бізде. 1 бөлінген n-ші дәрежелі түбірасында А болса, бұны А-ның минус n-нен 1 дәрежесі деп алуға да болады. Арифметикалық түбірдің 8-ші класста осындай формуласы бар. Значит, 1 бөлінген x-тің түбірасы деген аяқтан квадрат түбір ғой. Біз бұны минус 2-ден 1 дәреже деп осылай түрлендіре алады екенбіз. Енді дәрежені мынау формула саламыз. 5 тұра береді. X-тің 4-ке 1-ді қосамыз да дәл соған бөлеміз. Плюс 2-ден 7 дейміз да, x-тің минус 2-ден 1 дәрежесіне 1-ді қосамыз да, дәл соған минус 2-ден 1-ге 1-ді қосып соған бөлеміз. Сонда мына бізде 5 көбейтілген 5-тен x-тің 5 дәрежесі болады. Плюс мына 2-ден 7 көбейтілген x-тің 2-ден 1 дәрежесі бөлінген 2-ден 1 болады. Мына 2 мен мына 2 қысқарып кетеді, мына 5 пен мына 5 қысқарып кетеді. Сонда x-тің 5 дәрежесі қосылған 7-нің көбейтілген x-тің 2-ден 1 дәрежесі. X-тің 2-ден 1 дәрежесі деген ол қарапайым түбір асты деген сөз. X-тің 5 дәрежесі қосылған 7-нің 7 көбейтілген түбір асты x. Значит, бізде мынау b жауабына сәйкес болады. Келесі есеп дұрыс төртбұрышты пирамиданың табан диагоналы. Яғни дұрыс төртбұрышты пирамида. Бұны біз геогебра деген функциямен сызып көрсетсек те болады сіздерге. Яғни ұбт-да сабақтарын, геометрия сабақтарымыз бәрін геогебрамен, геогебра дейтін программа бар, геогебра. Сол геогебрамен сызып көрсетеміз біз полный пирамидаларды. Енді табан диагоналы деген сөз, ол мына жерде айтып отыр, примерно мына жер бізде түбірасында 2-ке тең дейді. Ал биіктігі 3-ке тең дейді. Биіктігі 3-ке тең деген сөз, ол бізде мына жер биіктік деген. Көппен көрсетіп қойын. Биіктік деген дәл ортасына түседі, осыны 3-ке тең. Енді пирамиданың көлемін тап дейді. Пирамиданың көлемін табу үшін бізде формула бар. Жаттап алсаңыздар болады. 3-тен 1 s табан көбейтілген h. Бұл кез келген пирамиданың ауданы. Енді табаны біздің дұрыс төртбұрышты болса, табан бұның квадрат деген сөз. Квадраттың формуласы бар. Если диагональдары берсе, 2-ден 1 d квадрат деген формуласы алсалға болады. Значит, s табанын табатын болсақ, квадраттың 2-ден 1 түбірасында 2-нің квадраты, сонда бізде 2-ден 1 көбейтілген 2 болады да, квадратпен түбір жойып кетіп, значит, 1 шығады. Значит, көлем табатын болсақ, 3-тен 1 көбейтілген 3, h деген бізден яқтан 3-ке тең. Значит, 3 пен 3 қысқарып кетеді, жауабы 1 куб бірлік болады. Бұл d жауабына сәйкес. Яғни оп-оңай есеп деген сөз. Бұл жақта есептің шартын дұрыстап оқи алу керекпіз, және тіпті даже сурет те керек болмады ғой есеп шығару үшін. Жай ғана формуланы білсек, дұрыс төртбұрышты табаны квадрат екенін білсек, бізге осының өзі жеткілікті болады. Табаны квадрат. Келесі есеп. Санжар 2000 теңгеге алма мен кәмпит сатып алмақшы. 1 килограмм алманың бағасы 450 теңге. Бұл бізде алма. Кәмпиттің бағасы 600 теңге. Санжар алатын алмасы мен кәмпиттің сәйкесінше XY. Алмасы X,
ал компьютер y. Екеуін қосқан кезде ол максимум 2000 теңгеге туралай алады ғой. Максимум 2000 теңгеге туралай алады. Немесе 2000 теңгеден аз болу керек. Бұл кәдімгі матсауаттылық есебі. 450-ге x-ті көбейтсек, оны алатын жалпы алмалардың саны шығады. 600 теңгеге y көбейтсек, жалпы алатын компьютердің ақшасы шығады. Екеуінің қосындысы бізде 2000 теңгеден кіші болу керек қой. Немесе максимум 2000 теңгеге тең болу керек. Бұл өмірдегі есеп қой кәдімгі. Мысалы, сен магазинге бардың, ойлан, сен компьютермен алмалайын деп тұрсың, сен 2000 теңгеден көп алмайсың ғой, 2000 теңгеге дәл аласың, немесе 2000 теңгеден азырақ аласың. Сол себепті А жауабы болады. Келесі есеп бізде теңдеу, қарапайым жақшаны ашу керек. 5-ті көбейтсек бізде мынақты 15 минус 10x минус 36 тең мынақты 7x минус 21. Амалдарды орындау керек. Мына екеуін азайтамыз. Минус 10x минус 36-тан 15-ті азайтып жіберсек мынақты 1,21 шығады. Тең болады 7x минус 21. X-тарды бір жаққа, минус 10x минус 7x тең минус 21-дің өзін жазып қоямын да, мынау минус 21 мынақа плюс 21 болып өтеді. Сонда минус 17x тең болады 0-ге, 0-ге x-ті 17-ні бөлсек бізде мынаяқтан 0 болады. Демек, мынау D жауабына сәйкес болады. Келесі логарифмнің анықталулысы. Бұл жақта екі функция тұр, логарифмдік функция тұр және x бөлінген 2 деген нәрсе тұр. Бұл жақта логарифмдік функцияның ең основной формуласын білу керек. Логарифм а негізді мынақты кез келген бір дүние тұратын болса, бұл негіз деп аталады. Бұл әрқашан 0-ден үлкен болу керек бізде. Бұл әрқашан білу керек дүние. Демек, x минус 5 0-ден үлкен болса, x үлкен 5-тен болу керек. X бөлінген 2 деген бұл бізде кез келген санды қабылдай береді. Бұл капризный емес. Яғни бұл функция кез келген сан. X-ның орнына любой сан бола береді. Мынақты x-ның орнына қандай болу керек? 10 сан болу керек. Сол үшін x минус 5 0-ден үлкен, x 5-тен үлкен болса бізге жеткілікті. Сонда D жауабына сәйкес. Іші бой алмайды, қатаң теңсіздік. Үлкен болса оң жағын бой саласың. Оң жағы деген сөз плюсқа қарай кетеді. То есть стрелканың ұшы сияқты ғой, теңсіздік. Мысалы, мынандай теңсіздік тұр ғой, x үлкен 5-тен болып тұр ғой. Как будто стрелка сияқты ғой. Значит, біз стрелка қаққа қарап тұр, оң жаққа қарап тұр ғой, оң жаққа. Оң жаққа қарап тұрса, демек не істеймін? Оң жаққа қарай бойым. Сол себепті D жауабы болады. А жауабы болмайды, өйткені мынақты тік жақша тұр. Тік жақша ол қай кезде болады? Егер x үлкен немесе тең 5-ке болған кезде мынандай тік жақша болады, а бізде жай ғана үлкен деп тұр. Сол себепті D жауабына сәйкес. Келесі мына теңсіздіктің шешімі болатын сандар. Бұл жақта x пен y-ның орнына сан қойып шығу керек. Бірінші А вариантын бастаймын. 2 көбейтілген минус 2, минус 5 көбейтілген 2 үлкен 1-ден дейді. Бұл өтірік. X бізде 10 сан болу керек. Мынаны көрейік. Мынауда болмайтын секілді. Өйткені x-ның орнына 2-ні көбейтіп, одан 5 азайтылған 1 десек, яқтан бізде 4 азайтылған 5 шығады. Бұл яқтан минус 1 шығып қалады. Ол 1-ден үлкен емес. 2 көбейтілген 7 тоже болмайды. D жауабы әдемі келеді. Неге 2 көбейтілген 7 болмайды? Өйткені яқта 7-ні қойсан, яқта 2-ге 2-ні көбейтсе 4, мына 2 көбейту 2 минус 5 көбейтілген 7. Бұл 1-ден үлкен бола ма? Болмайды. Себебі 4, 35, 4-тен 35 азайтсан теріс сан шығып қалады, ол 1-ден үлкен болмайды. Сонда D жауабына сәйкес. Келесі суреттегі жазбаға келетін көп жақ, бұл түріне қарап бесбұрышты пирамида деп айтамыз. Өйткені конуста бір дөңгелек болу керек. Призмада тек қана бір ғана табан тұр, үшбұрышты болып тұр мұның төбелері. Төбелері мұның үшбұрышты болғандықтан бұл призма боламайды. Додекаэдр деген ол мүлде басқаша. Әр қайсысы 5 жақты болу керек, оның жақтары. 8 жақты ма, даже 8 жақты нәрсе ғой додекаэдр деген. Келесі мына интегралын есептеңіз деп тұр. Бұл жақта 1 бөлінген x-ның интегралы бізде формуланы білу керек, бұл бізде ln x плюс c. Енді бұл жақта 7 деген тұр, 7-ні алдына көбейте саламыз. 7 көбейтілген ln x болады. Яқта 1 мен e деп қойған, бұны кезек-кезек қойып шығамыз. 7-ні өзі тұра береді. ln e деп азайтамыз, ln 1-ді кезек-кезек қоямыз. ln деген бұл бізде, ln a деген бұл натурал логарифм, натурал e негізді a деген сөз. e деген ол экспонента тұрақтысы, ол 2,71 ма, 72 ма, сондай. Демек, ln e деген ол e негізді e, бұяқта логарифмның қасиетін білу керекпіз. Логарифм a негізді a бұл 1-ге тең деген формула бар бізде. Сонда мынаның орнына мен қараңыздар, 7 көбейтілген e негізді e деген ол 1, азайту ln 1 деген ол бізде 0-ге тең, 1 азайтылған 0. Значит, яқта 7 көбейтілген 1, ол бізден яқта 7-ге тең болады. Яғни B жауабына сәйкес болады. Келесі, тік призманың табаны тең бүйірлі трапеция. Тік призманың табаны, призма табаны мұны трапеция тең бүйірлі.
мынау призма деп есептейік мынау дүниені. Енді трапецияның бүйір қабырғасы, яғни табандағы бүйір қабырғасы 13-13-тен, ал табандары 11 және 21-ден дейді. Призманың диагональдық қимасының ауданы 280 дейді. Яғни мынау диагональдық бір қимасының ауданы, мынаны айтып отыр 280. Призманың толық бетінің ауданы дейді. Диагональдық қимасының ауданы, табаны еще теңбейлі трапеция дейді. S диагональдық қима дқ дей салайық, бұл бізде 280-ге тең. Енді бұл жерде бізге мынау дүние неге тең екенін тауып алу керек. Өйткені толық бетін ауданын табу үшін S толық беті ол бізде S бүйір беті қосылған 2S табан. Табан ауданын табу проблема емес. Енді бүйір бетін ауданын формасы ол бізде қандай? Бұл периметрін тауып табаны оны биіктікке көбейту. Значит, табанның периметрін табу да проблема емес, бізге мынау ашты табу ғана проблема. Бұл жақта диагональдық қимасы қандай фигура екенін анықтайық. Мысалы, мынау қандай фигура болуы мүмкін? Бұл тіктөртбұрыш. Тіктөртбұрыштың ауданын қалай табады? Тіктөртбұрыш мысалы, мынандай дүние ғой. А на Б болатын болса, А-ға Б-ны көбейте салады ғой. А деген мынау табандағы диагональ болып тұр ғой. Мынау диагональ болып тұр ғой примерно. А H деген ол бізде нені орында тұр? Ол мынау Б-ны орында тұр. Значит, мына жақта диагоналі көбейтілген H бұл 280-ге тең болып тұр. Осы жерден диагональ мәнін тауып алу керек бізге. Сол кезде бізде H шығады. Давайте диагональ мәнін табайық. Диагональ мәнін табу үшін бізге Пифагор теоремаларын жақсы білу керек. Яғни қараңыздар. Мынау суретті мен бір үлкейтіп салып алайын. Бәрімізге анық көріну үшін. Мен кішкене тез сөйлеп кетсем, кез келген дүниені қайталап көре аласыздар. Асықпай сөйлесем, мен просто мыжып кетем. Сіздер көп нәрседен шатасып қаласыздар. Мынау 11, мынау 21, мынау 2 бүйірі бізде 13-13-тен. Және де мына жақта мынау диагональды табу керек бізге. Задача осы. Мынау диагональды табу керек. Бояп тастайық, осы диагональды табу керек бізге. Енді оны табу үшін ең алдымен мынау көкпен көрсетіп қойын. Бізге мынаны табу алу керек. Екі жағынан да жүргізуге болады бұны. Мынау 11 болатын болсақ, бізде мына жер 11 болатын болса, давай фиолетовыймен көрсетейін. Яғни 11 болатын болса, мына жақта бізде 11-ге тең. 21-ден 11-ді азайтып жүрсек 10 қалады. Значит, мына екеуі 5-5-тен болады. Өйткені общий 21 ғой. Енді осы жерден мынау сарымен, то есть мынау көкпен бояған жерді, тауып алайық. Бұны табу үшін бұл осын x дей салайық. Мынау Пифагор теоремасы. Екі катетінің квадраттарының қосындысы бізде гипотенузаның квадратына тең. Бұл біздің білеміз. Мынау бізде 90 градус болса, мынау да катет, мынау да катет болады, мынау да катет, мынау да катет болады. Екі катетті квадраттап қоссақ, ол бізде 13-тің квадратын береді. Значит, бізде x-тің квадраттен 169 минус 25, 5-тің квадратын яққа минус болып өтеді. X-тің квадраттен болады, яққа 144, 144-тен не шығады? 12 шығады. Значит, мынау бөлік бізде 12-ке тең. Енді мынау жасылды табайық. Мынау жасылды табатын болсам, бұны D деп қойық. Бұны да табу үшін біз мынамен, мынау бізде 16 ұзындық. Өйткені мынау 11, неяқ 5, 16. Неяқ бізде 12 мынау көкпенбек. Значит, 16-ның квадратынан 12-ның квадратын қосамыз. Тоже Пифагор теоремасы. Түбірасын аламыз. Квадрат екінші жаққа түбірасы болып барады. 16-ның квадраты бізде 256, анау бізде 144. Екеуін қоссақ 400, 400-ден қанша шығады? Примерно 20 шыға ма? 20 шығады. Значит, D деген жерге мен 20-ны қоям. 20 көбейтілген H тең 280. Значит, H тең болады. Мен қысқарып кетеді. Значит, мына жақта 14 шығады. H тең 14. 2 қалады. Мына жақта 2-ні мына бетке бөліп жібересің. Сонда бізде 14 шығады. Значит, биіктігі 14 шықты бізде. Значит, P табанды тауып алуға болады. P табан ол бізде 13 қосылған 13 қосылған 21 қосылған 11. Бүкіл қабырғасын қосам. Значит, мына жақта 26, мына екеуін қосатын болсаң 32, 26-ға 32-ні қосатын болсаң 58. Значит, P табан деген ол бізде 58, көбейтілген H деген ол бізде 14. 14. 58 көбейтілген 14. Енді 58-ді 14-ке көбейтетін болсам, мен оны калькулятормен көбейте салайын. Себебі бұтыда сіздерде де калькулятор болады. 58-ге 14-ті көбейтсе, бізде мына жақта 812 болады екен. Бүйір бетін ауданы бізде 812. Қосылған 2S табан дейді. Табан ауданын табу үшін, трапецияның ауданын табу үшін, так, мынаны өшіре салайық, бұл бізде түсінікті. Давайте бір қызылмен ба, қандай түспен? Бір қатты көк түспен
трапецияны ауданы үшін екі табанын қосып екіге бөліп оны биіктігіне көбейтесің. Биіктік ол бізде 12-ке тең болып тұр. Екі табаны 11 мен 21 бөлінген 2 көбейтілген биіктік ол бізде 12. Мынау бізде катет деп тұрған жер, ол 90 градус болып түскен жердің бәрі бізде биіктік бола береді. 21-ге 11-ді қоссақ 32, 32-ні 2-ке бөлсек 16, 16 көбейтілген 12 болады. Еще оны 2-ке көбейту керек. 2 көбейтілген 16 көбейтілген 12 болады сонда. 16 көбейтілген 2 көбейтілген 12 ол бізде 384. Мынау бізде 384 болады. И оған қосамыз 812-ні. Сонда 1196, значит, мынау Д жауабына сәйкес болады. Енді бұл жерде есептің түрі қорқынышты болғанмен, бұл жақта жай ғана сурет сала алсақ, және суретте кескінделген қандай дүние екенін білсек болды. Есепті басынан бір айтсақ болады. Мынау бізде тіктөртбұрыш. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін бізде А көбейтілген Б, значит, диагональ ғана кәдімгі призманың, яғни призманың ашын көбейтеміз. Ал мынау бізде табандағы мынау бар ғой, мынау фигура трапеция ғой. Табандағы мынау трапецияның биіктігі болып тұр, мынау бөліп бұны. Вроде есеп шықты. Бір қайталап көрсеңіздер болады. Осы жерін түсінбей қалсаңыздар, міндетті түрде дәптерге жазбаңыздар бұл есептің барлығын. Келесі, оң бүтін түбірі жатқан аралық табыңыз дейді. Енді бұл есеп оп-оңай есеп, түрі қорқынышты болғанмен көп адам x квадрат мына өткізіп бүйтіп шығарып жатады. X квадрат минус 3x плюс 5 тең минус x квадрат плюс x плюс 7 дейді да, екі жағын квадраттай бастайды ол мына есепті. Бұны квадраттасан әрине шықпайды, өйткені мынаны квадраттаған ол өте ұзақ. Сол себепті 3x на бетке өткіземіз. Қараңыздар. X квадрат минус 3x плюс 5 плюс x квадрат минус 3x тең 7, 7 қалып қалады. Енді мынауда x квадрат минус 3x, мынауда x квадрат минус 3x, x квадрат минус 3x осы жерден a деп аламыз. Сонда түбірасында a қосылған b, a қосылған 5 плюс a тең 7. a-ны на бетке ауыстырып жіберем. Сонда бізде так, давайте бұны бір жоғары бір жерге жазайық. Так, астасына жаза берейік мақұл. Кішкене үлкен-үлкен қылып жазайық. Сонда мына a плюс 5 тең болады 7 минус a. Енді екі жағында квадраттайым. Екі жағында квадраттасам бізде мына a плюс 5 солай қала береді. Ал мына 49 минус 14a плюс a квадрат болады. Яғни бұл a плюс b-ның квадраты деген формула бар. a минус b-ның квадраты. a квадрат минус 2ab плюс b квадрат деген формула сәйкес. Енді бәрін мына жаққа өткізіп алсақ болады. 49 минус 14a плюс a квадрат минус a минус 5 деп мына бетке өткізіп алсақ болады. a квадрат минус 15a и 49-дан 5 тазайтып жіберсек, мына плюс қанша шығады бізде? 44 па? Тең 0-ге. Енді мына a мен a-наны 11 мен 4 деп қарастырамыз. a1 бізде мына 11, a2 тең 4. Мына factorization деген тәсілге салдық. Бұл қарапайым, яғни Вет теоремасына ұқсайды, но бірақ біз бұны одан да тезірек тауып алдық. Яғни 44 деген қандай екі санның көбейтіндісі, және осы екі санның қосындысы бізге минус 15-ті беру керек. Орындалып тұрса, жауаптарын кері таңбамен ала саласыңдар. Яғни бұндай фишкалар өте көп. Бізде оның бәрін біз пробный тек қана курста ғана айтамыз. Прямой эфирде көбінесе айтамыз фишкалар, но толыққанды бәрін айтып бітіре алмаймыз. Неге? Өйткені эфирдің уақыты қысқа, и эфирда досконально түсіндіре алмайсың көп нәрсені. Сабақта көп нәрсені досконально, асықпай, ашып, оқушыларға қолжетімді түрде оңай фишкалармен түсіндіресің, дәл осындай. Енді 11 мен 4-ті a-ның орнына қою керек бізде. X квадрат минус 3x тең 11 болады, бір жауап. Екіншісі бізде x квадрат минус 3x тең 4 болады. Енді бүтін деген сөз яғна бүтін емес сан шығады қазір. X квадрат минус 3x минус 11 тең 0 болсақ, дискриминант тапсақ, 9 минус 4 көбейтілген 11, 9 қосылған 44, яғни бүтін емес сан шығады. Ал мұны қызылдалып түсіндірейін дальше, мына жерден бастап мынау есепті. X квадрат минус 3x минус 4 тең 0 болады. Тоже factorizationға салам. 4 пен 1, минус қып алам, себебі екеуінің қосындысы минус 3 шығу керек. X1 тең болады 4-ге, X2 тең болады минус 1-ге. Енді екеуде жатқан оң түбірі деген, оң бүтін деген сөз, значит 4 деген сан бар, бізде x-тен 4. Енді 4 қай аралыққа тиісті? Неға тиісті ма? Иә, тиісті. Неға тиісті емес. Келесі теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Енді берілген жауаптарды орын-орнына қойып отқан өте ұзақ. Сол себептен біз x квадрат минус y-тен 1 деп тұра берсін. y плюс 4x минус x квадрат деп мына бетке өткізіп алайық. И мына екі теңдеуді өзара қосып жіберейік.
екі теңдеуді өзара қосып жіберсек бізде не шығады? Бізде y пен y жойылады, x квадрат x квадрат кетеді, мына жақта 4x қалып қалады, ана жақта 1-ге 0 қоссақ 1 және x-тен болып бізде мына жақта 4-тен 1 деген жауапқа. X-тің жауабы 4-тен 1 шықса, y таппай қоюға да болады. Значит, d жауабына сәйкес деп белгілей саласыз. Келесі есеп функцияның графигіне x-тен 1 нүктесіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазады. Жанаманың теңдеуі қандай? f от x нолевой қосылған f от штрих x нолевой x минус x нолевой. X нолевой деген осы мынау нүктеде жүргізілген жанама десе соны айтады. Берілген нүктені айтады x нолевой деп. Енді жанаманың теңдеуін жазу үшін біріншісі берілгенге x-ның орнына 1-ді қойып шығу керек. Значит, 3 көбейтілген 1-дің квадраты плюс 1. Значит, мына жақта 3 көбейтілген 1 ол 1 қосылған 1. Бізде мына жақта, короче, 4. Турасы 4-тен бізде 2 шығады. X-тен 2 шықты. Енді f от x нолевой дейді. Енді туынды табан берілген функциядан. Берілген функциядан туынды табатын болсам, ол бізде тубырасында x-ның туындысы 1 бөлінген 2 еселенген тубырасында x болады, мынаның туындысы. Себебі x-ның 2-ден 1 дәрежесінен туынды табатын болсақ, алдына коэффициент алдына түседі, дәрежесінен 1-ді азайту керек болады да. Сол жерде мынандай формула бар бізде. Бірақ x-ның орнында бізде 3x квадрат плюс 1 болғандықтан бізде 1 бөлінген 2 еселенген тубырасында 3x квадрат плюс 1 болады. Және де ішіндегі функциядан тағы да туынды аламыз. Сонда мынау 3x квадрат плюс 1-ден тағы да туынды аламын ғой мен. Сонда бізде мынау 2 алдына түседі да 3 көбейтілген 2x қосылған 0 болып қалады. Кез келген санның туындысы 0. И бізде мынандай формула бар. x-ның n дәрежесінің туындысын алсақ, n дәреже алдына түседі да дәрежесінен 1-ді кемітеміз деген формула бар. Міне осы екі формуланы қолдандым мен жақта. Сонда 6x болады мына жақта көбейтілген. Мына 2 мен 6 қысқарып кетеді. Сонда үстінде 3x қалып қалады. Мына жақта 3 қалады ғой. Ал астында мына жақта 3x квадрат плюс 1. Енді осыған орнына 1-ді қоямын, туындысына 1-ді қоямын. 1-ді қойсам 3 көбейтілген 1, астында мына жақта 3 көбейтілген 1-дің квадраты қосылған 1. Сонда үстінде 3, астында мына жақта тубырасында 4, тубырасы 4-тен 2 шығады. 3 бөлінген 2 ол бізде 1,5, иә. Енді функцияның формуласы бойынша орнына қоямын. f от x нолевой деген ол 2. Туындысы ол бізде 2-ден 3, то есть бұны 1,5 деп алсақ болады, 2-ден 3-те, иә. Мына жаққа 1,5-ды қоямын. 1,5. X минус x нолевой деген x минус 1. Сонда бізде мына жақта y-тен 2 плюс 1,5x минус 1,5 болады. Значит, мынау 2-ден 1,5-ды азайтып жібересің. 1,5x плюс 0,5 болады. 1,5x плюс 0,5 деген ол b жауабына сәйкес болады. Келесі қабырғалары 26, 28, 30 болатын шұрысқа сырттай салған шемдердің радиусы. Бұның формуласы бар. R-тен ABC бөлінген 4S үшбұрыш. Осындай формула бар. Енді бұл формуланы алатын болсақ, бізде аудан табу керек, формулада. Аудан табудың Герон дейтін формуласы бар. Егер 3 қабырғасы берсе, біз смело осы формуланы салсақ болады. P минус S. И периметр деген жақта 3 қабырғасын қосып, 2-ге бөлеміз. Кішкентай P деп жаздық. Кішкентай P деген ол бізде общий периметрдің жартысы деген сөз. Енді давайте периметр табам. 26-ға 28-ді қосам, 30-ді қосам да 2-ге бөлем. Сонда ол бізде 13 қосылған 14 қосылған 15. Мына екеуін қосатын болсақ 27. 27-ге 15 қосақ 12, 1, 42. Енді периметр 42 шықты, жарты периметр. Енді орнына қоям. S-тен тубырасында 42, 42 минус 26, потом 42 минус 28, одан кейін 42 минус 30. Енді осыны есептеу керек. Значит, бізде 42 көбейтілген. 42-ден 26-ны азайтсақ, не шығады бірінші ақшадан? Надан 42-ден 26-ны азайтып жүрсек, так 16 шыға ма? Екінші ақша 42-ден 28 азайтсақ, 14 шыға ма? Одан кейін 42-ден 30 азайтсақ, 12 шығады, иә? Енді 42 дегенді көбейтше жіктеп жіберу керек. Бұл 14 көбейтілген 3, қателеспесем, 14 көбейтілген 3, көбейту 16, көбейтілген 14, көбейтілген 12. Енді қараңыздар. Мына екеуін көбейтсек 14-тің квадраты болады ғой. Соны жазып қоям. 16 деген ол бізде 4-тің квадраты. И 3-ке 12-ні көбейтіп жіберсек, бізде ол 36 болады, ол 6-ның квадраты. И тубырасына шығып кетеді 14, 4, 6. Енді мынаның бәрін көбейтпек қоям. 14, 4, 6-ны оны көбейтсек үлкен бір сан шығады. Радиус табуға көшем. Сонда ABC деген ол бізде 26 көбейту 28 көбейтілген 30, астында 4 еселенген, ол 14 көбейтілген 4 көбейтілген
бізде 6. Енді ықшамдау керек. 30 бен 6-ны қысқартсам бізде мына жақта 5 қалады. 28 бен 14-ті қысқартсам бізде мына жақта 2, мына жақта 1. Мына 2 мен 4-ті қысқартсақ 2, 2 мен 13-ті қысқартсақ 26-ны қысқартсақ 13. Значит, үстінде 13, астында 5, астында 4. Енді 65-ті бізге 4-ке бөлу керек қой. 32, так, 65-ті 4-ке бөлсе қанша болады? Примерно 17 бүтін чем-то шыға ма? Или 16 бүтін ба? 65-ті 4-ке бөлсе 16 бүтін 25 болады екен. Яғни А жауабына сәйкес болады. Сонда біз Геурон формуласын пайдаландық. Геурон формуласымен аудан таптық. Еще тубырасынан мыналардың бәрін калькулятормен көбейтіп отқан жоқпыз. Яғни осындай фишкалар өте көп менде. Мысалы, көбейтіп отпай-ақ, осылай ықшамдап тубырасынан шығара саласың да ұбт-да. И сонда қысқарта саласың. Даже калькулятордың да қажеті жоқ. Келесі геометриялық прогрессияның 3-ші және 5-ші мүшелерінің қосындысы 60-қа тең. Мұны геометриялық прогрессия деген b деп белгілейміз. b3 және b5 60. Ал 3-ші және 1-ші мүшелері 3-ші және 1-ші мүшелерінің айырымы дейді. Екеуінің азайтындысы бізде мына жақта 9-ға тең. b3 минус b1. Енді прогрессияның 1-ші мүшесін табыңыз дейді. Бізге есептің шарты бойынша b1-ді табу керек. b1-ді табу үшін бізге явно q керек сияқты. Енді 1-ші мүшесі бізде 2 түрлі санмен шығайын деп тұр мына жақта. Енді b3 деген ол бізде v1 көбейтілген q-дің квадраты, b5 деген ол v1 көбейтілген q-дің 4 дәрежесі. Енді логично ойланып қарасақ, 5-ші мүшеге дейін бару үшін b1-ге еселік деген нәрсе бар, q деген еселік. Еселік деген нәрсе көбейтіліп жатқан сан. Геометриялық прогрессияда ол еселеніп құрылатын, ұмытпау керек. Және мынандай формула бар. Кез келген n-ші мүшесін табатын болсаң, b1 арқылы тапсан, q-дің n-1 дәрежесі болады. Яғни біреуге то есть мынадан мынаны азайтып тастайсың ғой. Мысалы, b7 керек болатын болса, сен v1 көбейтілген q-дің 6 деп жазасың ғой. Мына екеуінің қосындысы бізге мынаны беру керек қой, 7-ні беру керек қой. Бір сөзбен айтқан кезде. Енді осы жерден b3 деген ол бізде v1 көбейтілген q квадрат минус v1 деген ол бізде v1 тең 9. Үстінен жақшаның сыртынан шығарып жіберуге болады. Қараңыздар, үстінен біз нені шығара аламыз? v1 шығарып жібере аламыз. И v1-ді ғана шығара алатын сияқтымыз. И q квадратты да вроде шығарып жіберуге болады, но бірақ одан ештеңке өзгермейді, q квадрат шығарғаннан гөрі. v1-ді ғана жақшаның сыртынан шығарып жіберейік. Жақшаның ішінде бізде q квадрат қосылған q-дің 4 дәрежесі қалады. Тең 60. Ал астында мына жақта біз v1-ді шығарып жіберсек, q квадрат минус 1 ғана қалады. Тең 9. Енді бөліп жібереміз өзара. Бөліп жіберетін болсақ, даже қызылмен жазайық. Мына v1 мен v1 жойылып кетеді. Үстінде мына жақта q квадрат плюс q4 тең, то есть бөлінген q квадрат минус 1 тең q квадрат минус 1 тең 60 бөлінген 90. Енді 60-ты 90-ға бөліп жіберсек, бізде не шығады? 60-ты 90-ға бөліп жіберсек, екеуін де 3-ке қысқартып жіберсек, бізде мына жақта 20 бөлінген 3 и пропорция жасаймыз. Сонда бізде мына жақта 3q квадрат плюс 3q4 тең 20q квадрат минус 20 болады. Енді бәрін мына жаққа қарай минуспен өткізіп аламыз. 3q-дің 4 дәрежесі минус 17q квадрат болады, мына екеуі азайтып кетеді. И мына жақта плюс 20 болып өтеді, тең 0. Так, мынаны 3q квадрат пен q квадрат деп аламын. Мынаны факторизейшнға салып жатырмын ғой. 20 деген ол бізде 20 мен 1. Бірақ мына екеуінің арасына так, мынау минус 20 болады ғой. Мына жаққа плюс 20 болып өтті. Так, келмей қалған сияқты, бір таңбасы. 20 дегенді 5 пен 4 деп алуға болады. Давайте 5 пен 4 деп алып көрейік. Мүмкін кеп қалар. Мынаны 5, мынаны 4 деп алайық. Екеуінде минуспен кеп тұр, иә. Значит, 3q-дің квадраты тең болады 5-ке, q квадрат тең болады 5 бөлінген 3-ке. Мына q-дің квадраты шықты. И мына жақта q-дің квадраты тең болады 4-ке, екінші мәні шықты бізде. Жеке-жеке теңестіріп аласың ғой, кері таңбаға. И бізде мына жақта q квадратының мәндері шықты. Енді v1-ді табу керек. V1-ді табу үшін давайте мына жаққа орнына қоя саламыз. Значит, v1 q квадрат десе бізде мына жақта 3-тен 5 азайтылған 1 тең 9. Значит, v1 мына жақта 3-тен 2 тең 9. Енді 9-ды 3-ке көбейтіп 27-ні 2-ке бөлсек, ол бізде 13,5. Ол мына С жауабына келіп тұрмын, әдем келіп тұр. Ал екіншісін табатын болсақ, мына жаққа q-дің орнына қоямыз, q-дің квадратын 4 азайтылған 1 тең 9. v1 көбейтілген 3 шығады мына жақтан тең 9. Мына 3-ні мына жаққа бөліп жіберсек, v1 тең болады мына жақта 3-ке. Мына жақта v1 деген мына жақта v1 деп астына қарай жазылады, ескереміз, сонда С жауабына сәйкес болады. Бұл геометриялық прогрессия, бұл 9-ші класстың тақырыбы. Бұны біз полный
курста 5-тен бастап 11-ші сыныпқа дейін полный бәрін талдап шығамыз. Енді қандай мәнінде мына векторлар перпендикуляр болады? Екі вектордың скалярдың көбейтіндісі бізге 0-ге тең болады, перпендикуляр болатын болса. Сонда біз екі вектордың көбейтіндісі деп сәйкес координаттарын көбейтеміз. Мына x, мына y, мына x, мына y. Сонда 2-ге 1-ді көбейтем, қосылған m плюс 1-ге минус 2-ні көбейтем. И ол 0-ге тең болу керек. Значит, мына 2 минус 2m минус 2 болады. Минус 2 мен жақшаны ашып мына әрқайсысына көбейт тең 0-ге. Мына 2 мен 2 жойылып кетеді. Минус 2m тең 0-ге, m тең болады бізден яқтан 0-ге. Сонда c жауабына сәйкес келеді. Келесі есеп, бұл жақта factorization'ды білу керек. Қарапайым a квадрат плюс 9a плюс 18 болатын болса, 18 деген неменен көбейтіндісі соны табу керек. 6 мен 3-тің көбейтіндісі, қараңыз, мына екеуін көбейтеміз 6a, мына екеуін көбейтеміз 3a, екеуін қосатын болсақ 9a шығады. Көп адам осыны дискриминантпен шығарып қинап отырады. Бірақ мына factorization деген әдіс тек қана мен қолданам. Сонда бізден яқта a плюс 6 үстінде астында a плюс 3 болады. Екеуін көбейтіндісі. Мына екеуін көбейтіндісі бізге a квадрат плюс 9a плюс 18-ді береді. Ашып көрсеңіздер болады. Астында 36 деген a квадрат плюс 12a плюс 36. 36 деген неменен көбейтіндісі. Бізге соны тауып алу керек. Ол 18 бен 2-нің көбейтіндісі, 9 бен 4-тің көбейтіндісі, немесе 12 мен 3-тің көбейтіндісі, немесе 6 мен 6-ның көбейтіндісі. Келеді. Значит, бұл a плюс 6 мен a плюс 6-ның көбейтіндісі. Сонда екеуі өзара жойылып кетеді. Үстінде a плюс 3 қалады, астында a плюс 6 қалады. Жоқта қарапайым амалдарды орындау білу керек. Яғни factorization дейтін деген әдіс бар. Біз бұны сабақта толыққанда ашып талдаймыз. Келесі есеп, бізден яқта екеуі минус дейді. Значит, ln 4x минус 3 минус болса екеуін бір-біріне бөлеміз. 2 квадрат тең 0. Яқта ln деген бұл логарифм e негізді 4x минус 3 бөлінген 2 квадрат деген сөз. Енді бізден мынандай формула бар. Логарифм a негізді b тең c болатын болса, b деген бұл жақта a-ның c дәрежесіне тең. Значит, мына жақта e-ның 0 дәрежесі болып кетеді. 4x минус 3 бөлінген 2 квадрат тең e-ның 0 дәрежесі. А кез келген санның 0 дәрежесі бұл бізде 1-ге тең. Бірдің астында әрқашан 1 бар деп ойлаймыз, пропорция жасаймыз. 4x минус 3 тең 2 квадрат болады. 4x тең 2 квадрат плюс 3 болады. И 4-ні яқа бөлеміз. 2 квадрат плюс 3 бөлінген 4 болады. Сонда бізде c жауабына әдемі келіп тұр. 2 квадрат плюс 3 бөлінген 4. Кеттік, келесі 24-ші есеп. Бұл жақта логарифмнің a негізді b тең c болса, b тең a-ның c дәрежесі деген форманы саламыз. 3 деген бізде a-ның орында тұр, 1-дің орында c тұр. 4 минус x үлкен 3-тің 1 дәрежесінен болады. Бұл жақта жүйе құру керек. 4 минус x-ті 0-ден үлкен деп анықталу облысын табамыз. Біз жаңағы анықталу облысын бір айтып өткен болатын. Сонда 4 минус x үлкен 3-тің 1 дәрежесі ол 3, минус x үлкен 3 азайтылған 4, минус x үлкен яқта минус 1. Екеуінде минус 1-ге көбейтіп жерсек, яқта таңба полный өзгереді. Науда кіші болып кетеді міне. И 4 минус x 0-ден үлкен болса тоже сондай, минус x үлкен минус 4-тен бәрі минус 1-ге көбейтіп жерсек, таңба өзгеріп кетеді міне. Енді екеуін бөлек-бөлек сызсақ болады. Бізде мынау 1, мынау 4. Енді давайте бір басқа бір түспен алайық. Мына жақта x кіші болса міне 1-дің кіші жағын, яқта x кіші болса тоже 4-дің кіші жағын аламыз. Міне кете береді. Екеуін қиылысқан жері мынау минус шексіздікке кетіп бара жатыр. Сол жақта бізде минус шексіздік бар. Минус шексіздіктен 1-ге дейін болады. Б жауабына міне әдемі келіп тұр. Келесі есеп. Синус 3x функциясының графигімен x пи бөлінген 2, x пи бөлінген 6 түзулерімен абсцисса осымен шектелген фигураның ауданын табыңыз дейді. Енді бұл жақта интегралдың формасына салу керек. Қарапайым аудан тапқан кезде s тең фигураның ауданы болса, бізде пи бөлінген 12 мен яқта пи бөлінген 6, и бізден яқта синус 3x-дің алғашқы функциясын табу керекпіз. Косинустың туындысы бізде әрқашан минус синус x, интеграл деген ол туындыға кері амал. Значит, синус x-дің алғашқы функциясы, значит, бізде минус косинус x болады. Сонда бізден яқта минус косинус 3x және x-ның алдында алсаң, алдына 3-тен 1 болып түседі, алдында минус тұра береді. И бізден яқта пи бөлінген 12 мен пи бөлінген 6-ны қойып шығу керекпіз x-ның орнына. Значит, минус 3-тен 1 тұра береді. Косинус 3 көбейтілген пи бөлінген 6, минус косинус 3 көбейтілген пи бөлінген 12 болады. Енді осыны есептеу керек. Өзара бір-бірінен азайтамыз формуласы бойынша. Ана екі қысқаратта пи бөлінген 2, косинус пи бөлінген 2 де ол 0, 90 градус. Ана екі қысқарса пи бөлінген 6, а пи бөлінген 6 турасы 3 бөлінген 2.
Сонда бізде мына жақта минус 3-тен 1, мына жақта минус тубырасында 3 бөлінген 2 мән. То есть бұл жақта кесте білу керекпіз қарапайым. Кестелердің бес саусақ ережесі дейтін оңай тәсілі бар тригонометриядан. Оны просто былай жазып жасаңыздар болады. Синус x, мына жақта косинус x, мына жақта 0 градус, 30 градус, 45 градус, 60 градус және 90 градус. Бізде мынандай формула бар. Тубырасында 1 бөлінген 2, 0 бөлінген 2, тубырасында 1 бөлінген 2, тубырасында 2 бөлінген 2, 3 бөлінген 2, одан кейін тубырасында 4 бөлінген 2. Ана жақта наоборот. Тубырасында 4 бөлінген 2, тубырасында 3 бөлінген 2, тубырасында 2 бөлінген 2, тубырасында 1 бөлінген 2, тубырасында 0 бөлінген 2. Енді мына уақытта мәндері шығады ары қарай. Мысалы, мына жақта мына 2 бөлінген 2 ол 1 болып қалады. Мына жақта да 1 болып қалады. Мына жақта 0 болып кетеді, мынау да 0 болып кетеді деген секілді. Мына жақта тубырасынан 1-ден 1 шығып кетеді. И осылай жаттап алуға да болады. Мысалы, мынау бірінші саусақ, мынау екінші саусақ, мынау үшінші саусақ, мынау төртінші саусақ, мынау бесінші саусақ деген секілді. Мына 5 саусақ ережесі 0 градус, 30 градус. Мынау ортаныш саусақ 45 градус болады. Мынау ортаныш саусақ, ортаныш саусақ. Бізде мынау 60 градус болады, мынау бізде 90 градус болады. И бізде мына жақта мына екеуін көйтсек, тубырасында 3 бөлінген 6, значит бізде есебіміз шықты. Так, жаңағы жерін кесе сал. Бүйтіп ортаныш саусақты көрсеткен. Мына ортаныш саусақ. Кеттік, келесі. 6 бақан екі жағынан 3-3-тен барлығы 6 бақан арқылы тұрғызылған, иә. Ортада бір бақанмен жалғанады, яғни бақан деген значит столб қой мынандай. Ортада бар жіптер тақтайшаға ілінеді. Суретте берілген 6 бақанның жібімен тақтайшасы жағынан. Енді 6 бақан ағаштардың диаметрі 14 см цилиндр тәрізді ағаштардан жасалған. Тақтайшаның ауданы, тақтайшасы тіктөртбұрыш, мынандай ұзын болып тұр мына. Ені мынау ұзындығы. Значит, бұның ауданын табатын болсақ 0,3-ке 2,5-ті көбейту керек, 2,5-ке. Екеуін өзара көбейтсек 0,75 болады. Жауабына сәйкес. Бұл есеп 6 бақан деген есеп, бұл контексттік задача. Бұл алдыңғы жылы бұтуда да келген, 22-де де келген. Ескеріңіздер. Келесі дәл осы есеп 6 бақанды жасауға неше метр цилиндр тәріздес ағаш керек болды. Біреусінің ұзындығы 3 тубырасында 2 болса, тура осындайдан бізде 6 бар деген, және ортасындағы цилиндр тәріздестен 5 метр бар. Енді осылардың бәрін қосу керек. Сонда 18 тубырасында 2 қосылған 5. Мынау тубырасы 2-ден 1-де 4 шығатын жазылған есептің шартында. Значит, 18-ге 1-де 4-ті көбейтіп, оған 5-ті қосу керек. Значит, ол бізде 18 көбейтілген 1-де 4 қосылған 5, значит, бізде 30-да 2 болады. Жауабы 30-да 2, Б жауабына сәйкес болады. Енді қараңыздар, 3 тубырасы 2-де суретте көрсетіліп тұр. Дәл осындай 1, 2, 3, 4, 5, 6 бақан бар. Келесі дәл осы есептен тақтайшасының ұзындығы 2-де 5 метр деген, ал 2 жіптің ортасындағы бұрыш 90 градус. Мына жерде айтып отыр 90 градус деп суретте көрсетіліп тұр. 2-де 5 бізде. Олай болатын болса, 6 бақанның бір жібінің ұзындығын табыңыз. Енді бұл жақта мынандай қарапайым есеп Пифагор теоремасына салсақ болады. Мына екеуі өзара тең екендігі айтылған. 90 градус, бізде 2-де 5. X-тің квадратына қосып, 2-де 5-тің квадратына қосамыз. Сонда бізде 2x квадрат тең болады 6,25. X-тің квадраты тең болады 6,25 бөлінген 2. Квадрат екінші жаққа тубырасы болып барады. 6,25 бөлінген 2. 6-25-тен 2-де 5 шығады. Анау тубырасында 2 алып қалады. Бұл 1-де 4-ке тең. И бізге 2-де 5-ті 1-де 4-ке бөлу керек. И жауабын ондық үлеске дейін дөңгелектеу керек. 2-де 5-ті 1-де 4-ке бөлсек 1,78 болады екен. 1,78 болатын болса, ондық үлеске дейін дөңгелектесек, 1-де 8 болады. Значит, С жауабына сәйкес. Мынаның ұзындығы 1,8. Дөңгелектеу кезінде, мысалы, 1,7 4 болып қалса, онда мынау жуықтағанда, мысалы, кете береді ғой. Яқта мынандай сан шықты бізде 1,78, 5, 7 деген сияқты. Мынаның бәрі не в счет? Мынадан бастап қараймыз. Мынадан бастап қараған кезде, мысалы, 4 деген сан бізден яқтан 1-де 7 болып қала береді деген сөз. Уже 5-тен жоғары болса, 1-де 7 5 болса, 1-де 7 6 болса, уже 5-тен жоғары қарай бір санға өседі. Келесі есеп. Берілген мәліметтер пайдаланып 6 бақанның биіктігін табыңыз деген. 6 бақанның биіктігі деген сөз
бізде мынандай 3/2 деп қойған. Мына табаны бұның дұрыс үшбұрыш болып тұр. 6 баған ағаштың диаметрі 14 дейді. Ол да маңызды емес. Енді 6 бақан биіктігін табыңыз дейді берілген мәліметтерге. Бізде мынандай пирамида сияқты болып тұр табаны. Бізде мынау үш түбірасында 2 болып тұр. Мынаның бәрі тең берілу деген. Мына жақта ешқандай ұзындық берілмеген ба? Бір шеңбердің ұзындығы 6 пи. Табанда 6 бақан табанда бір шеңбердің ұзындығы 6 пи. Значит, 6 пи екен берілген. Ұзындық 6 пи. Шеңбердің ұзындығын 2 пи r деген формула саламыз. Значит, радиусы ол бізге 3-ке тең. 2 пи мен 6 қысқарып кетеді. Значит, мынау радиусы біздің 3-ке тең сырттай сызылған. Енді бізге мынау биіктік табу керек. Биіктік деген ол бізде дәл осы радиустың дәл ортасына түседі бұл әрқашан. Мынау бізде 90 градус болып түседі еще биіктік. И бұл жерде тоже Пифагор теоремасын пайдаланамыз. Биіктікті h деп алатын болсақ, h-тің квадраты қосылған. Мына екеуі 90 градус қой, бізде 3-тің квадраты бұл тең болады. 3 түбірасында 2-нің квадратына. Значит, h квадрат плюс 9 тең мынаның квадраты бізде 9 көбейтілген 2. Значит, h квадрат тең 9 көбейтілген 2 азайтылған 9. Значит, h квадрат тең 9. Значит, h тең бізде 3-ке тең болады. Биіктігі, значит, 3 метрге тең 6 бақан екен. Оп-оңай есептер. 6 бақан жасауда қолданылатын цилиндр тәрізді ағаштың 80 сантиметрлік массасы 2 грамм. 2 килограмм болса, онда 6 бақан дайындауға қолданылған барлық цилиндр ағаштардың жалпы массасын табыңыз. Енді жасауға қолданылатын цилиндр тәрізді 80 сантиметрінің массасы дейді. Енді бізде общий қанша шығып еді бағана? Барлық цилиндр жалпы массасын. Енді 80 диаметрі 14 сантиметрге тең цилиндр деп тұр ғой. 6 бақан жасауға қолданылатын цилиндр тәріздесі ағаштың 80 сантиметрін, яғни мынандай ұзын бір мынандай бөрене болып тұр ғой. Осының 80 сантиметрлігі массасы 2 килограмм болып тұр. Енді бізде общий қанша шығып еді бағана? Ең бірінші есеп. Ең бірінші цилиндр тәріздесі ағаш қанша сантиметр керек? Бізде міне 30-да 2 метр ғой общий цилиндрлердің ұзындығы. Общий цилиндр тәріздес ағаштың ұзындығы бізде 30-да 2 метр. Бұны сантиметрге айналдырамыз, или наны граммға айналдырамыз. Килограмм болып тұр ғой жауаптары. Значит, метрді сантиметрге айналдыру керек. 30-да 2 метр болатын болса, бұны сантиметрге айналса 100-ге көбейтеміз. 100-ге көбейтсе 3020 сантиметр. 3020 сантиметр бізде x килограмм, қанша екенін білмейміз. А 80 сантиметрі бізде 2 килограмм. Значит, 3020-ны бізге 2-ге көбейтіп 80-ге бөлу керек. 0 мен 0 қысқарады. Мына 2 қысқарса 4 қалады. Енді 302-ні 4-ге бөлу керек қой. 302-ні 4-ге бөлсе қанша болады примерно? 28-ді 4-ге бөлсе 70 па? Ар жағында 22 қалады. 22-ні 4-ге бөлсе 5,5. Значит, 75,5 С жауабына сәйкес болады. Оп-оңай есептер. Енді келесі бізде 31-ші сұрақтар жаңа формат бойынша кішкене ерекшеленген. Сұрақтар оңай болғанымен бізге бізде мына таңдау керек арасында. Енді берілген функцияның мәндер жиыны мен ең кіші оң периодын тап дейді. Мәндер жиынын табу үшін тригонометриялық функция мәндер жиыны ол бізде -1 мен 1-ның аралығында жатады. Ол үшін косинустың қарапайым графигін білу керек. Косинустың графигі 1 мен -1-ның арасынан шықпайды бізде әрқашан. Былай жүреді косинустың графигі. Енді қараңыздар, осын аламызда мына косинус бізде не істеген? 2-ге көбейтілген, оны ішіндегі мәндер маңызды емес. Нам полный 2-ге көбейтем, значит -2 мен 2-ның аралығы болады. И 4 қосылып тұр. Значит мен әрқайсынан 4-ті қосам. -2 қосылған 4 және де 2 қосылған 4. Сонда бізде не болады мына жақта? Бізде жауап шығады 2 және де 6. 2 мен 6 болса, ол мынау жауапқа тең соңғысына. Енді ең кіші оң периоды дейді. Ең кіші оң периодын табу үшін пи бөлінген к дейтін формула бар, осыған саламыз. Косинустікі периоды бізде қанша? 2 пи ма? 2 пи бөлінген к. Значит, бізде мына 2 пи бөлінген 2-ден 1 болады. Значит, бізде мына 4 пи деген ответ шығу керек. Енді ең кіші оң периоды жатқан аралық, значит, бізде 4-ті 3,14-ге көбейту керек. Бір сөзбен айтқан кезде. Енді 4-ті 3,14-ге көбейтсек, ол явно 12 бүтін чем-то ашады ар жағына. Сонда бұл ең біріншісіне тиісті болады. Келесі есеп бізде тоже осындай бірнеше есеп вариант, екі вариант таңдауға
берілген есеп тура контекст сияқты бір сұраққа бір есепте екі сұрақ қойылады. Кез келген бір үшбұрыш берілген, А, Б, С үшбұрышы, екі қабырғасы белгілі дейді. Міне А, Б, С дейік. А, Б бірге тең дейді, А, С 3 см дейді. Б, С қабырғасының ұзындығын және А төбесіне түсірілген биіктіктің ұзындығын барлық мүмкін мәндермен сәйкестендіріңіз дейді. Бұл жақта ең біріншісі А төбесіне түсірілген биіктіктің ұзындығын барлық мүмкін мәндермен сәйкестендіріңіз дейді. Енді бұл жақта бұл қалай болады? Бұл жақта ең алдымен Б, С қабырғасының ұзындығын және А төбесінен түсірілген биіктіктің дейді. Биіктіктің мәнін табу керек. Аштым. Енді біз бұны қалай табамыз? Биіктік түсетін болса, бізде кез келген қабырға берілген. Бұл есепте ең алдымен біз астындағы Б, С қабырғасын тауып алуымыз қажет. Негізі сұрақты керісінше қойып тұр. Бізге жасылмен көрсетіп қойын. Бізге қабырғасын мүмкін мәндерін тауып алу керек ең алдымен X. Енді оның мүмкін мәндерін табу үшін біз бүйтеміз. Кез келген бір үшбұрыштың қабырғасы басқа екі қабырғасының қосындысынан үлкен, бірақ сол екі қабырғасының айырмасынан үлкен болады модулінен. Бұл мынандай формула бар. А қабырғасы Б мен С-дан кіші да, бірақ Б мен С-ның айырым модулінен үлкен дейтін андай формула бар. Демек бізде мына жақта 2 шығады, мына жақта бізде 4 шығады. Значит, 2 мен 4-тің аралығы болады. 2 мен 4-тің аралығы деген бұл Б, С-ның ұзындығы, бұл бізде мынау болады жауап. 2 мен 4-тің аралығы. Ал мынаның жауабы 2 мен 4-тің аралығы болады. Оны белгілеп қойдық. Енді түсірілген биіктіктің ұзындығын табу керек. Бізде 2 мен 4-тің аралығында болатын болса, примерно бұны бүтін сан деп алатын болсақ, 2 мен 4-тің аралығында бізде мына жақта 3 дейтін сан бар. Енді осы 3-тің бізге биіктігін табу керек. Енді бұл 3-тің енді осы 3-ке түсірілген биіктікті табу керек. 3-ке түсірілген биіктікті табатын болсақ, бізде формула бар. Үшбұрыштың биіктігі 2-ден 1 AH дейтін формула бар. Значит, 2S бөлінген А дейтін формула бар. Давайте соны тауып көрейік. 2S бөлінген А. Көп нәрсені өшіріп тастайын мен. 2S бөлінген А болатын болса, онда ол примерно бізде не шығады? H тен 2 еселенген үшбұрыштың ауданы. Үшбұрыштың ауданын табатын болсақ, бізде мына жақта киломен табамыз. 7 бөлінген 2 аудан шығады бізде мына жақта 7 бөлінген 2 көбейтілген 7 бөлінген 2 азайтылған 3, 7 бөлінген 2 азайтылған 3, 7 бөлінген 2 азайтылған 1. 3,5 ғой сонда. Сонда 3,5 көбейтілген 0,5 көбейтілген 0,5 көбейтілген 2,5. Сонда примерно алған кезде мына жақта қанша шығады? 0,5 өзі шығып кетеді. 7 бөлінген 2 мен мынаны 5 бөлінген 2 деп қарастырсақ, 2-ден 1 шығып кетеді да, мына жақта ішінде 35 қалып қалады. Сонда бізде мына жақта аудан формуласында 4-тен 1 түбірасында 35 бөлінген А дейді. А деген ол бізде жаңағы 3 болады. 3-ке тең болады. Енді бізде мына жақта 4-тен 2, оны 3-ке бөлетін болсақ, 12-ден 2, 35-тен жуықтап алғанда где-то 5 бүтін шығады. Значит, 2-ке 5-ті көйтсек 10, 10-ды 12-ке бөлсек, ол примерно 0 бүтін чем-то болады да. Бұл бірінші жауапқа әдемі келеді. Немесе бұл биіктік ұзындығының барлық мүмкін мәндерімен танысу керек қой бізге. Бұл жақта тоже былай қарастырсақ болады. 3 болатын болса максимум. Значит, ол 0 мен 1-дің аралығында тік жақша боламайды никогда. Науда боламайды. Значит, 1 мен 3-дің аралығы деп белгілей алмаймыз тоже. Так, осы жерінен. Так, стоп. 1. Мына жерді бастан түсіндірейін. Жауабын таңдаған кезде. 1, 2, 3. Сонда бізде мына жақта 0 бүтін 10-ды 12-ке бөлсек қанша болады? Давайте 10-ды 12-ке бөлейік. 10 бөлінген 12 ол где-то 0,8 болады екен. 0,8 деп жазып қойған яқамын. 0,8 деген ол мынау аралыққа тиісті, 0,8. Значит, мынау Б жауабына тең болады. 0 мен 1-дің аралығы. Екіншісі бізде Б-С қабырғасының ұзындығы, ол бізде 2 мен 4-дің аралығы әдемі шықты. 33-ші сұрақ. 33-ші сұрақты біз қалай талдаймыз? Бұл жақта 2А бөлінген 2А плюс Б бізде мынау формулаға келеді. Минус 4А квадрат. Формулада астында 2А плюс Б-ның квадратына келіп тұр. Аны ортақ бөлім береміз 2А плюс Б-дан. Сонда бізде мына жақта 4А квадрат плюс 2АБ
минус 4а квадрат бөлімінде бізде мына жақта 2а плюс b-ның квадраты. Мына екеуі кетіп қалады, сонда мынаумен қалды. Екіншісі 2а, бізде мына екеуін орын ауыстырып жіберуге болады, 2а минус b деп, бірақ минус алдынан шығады мына бөлшектің. Сонда 2а бөлінген 4а минус b квадрат дегенде 2а минус b, 2а плюс b болады. Минус мына жақта 1 бөлінген 2а минус b. Мынаны ортақ бөлім береміз 2а плюс b-дан. Сонда бізде мына жақта 2а минус b бөлімде бізде мына жақта формула 2а минус b, 2а плюс b. 2а мен 2а жойылып кетеді. Сонда бізде минус b бөлінген бізде мына жақта 2а минус b, 2а плюс b. Енді мынаны бөлу керек бізде. Бөлетін болсақ 2аб бөлінген квадратын көбейтуге ауыстырып жіберейік. Минус b астына кетеді, үстінде 2а минус b, 2а плюс b болады. Бізде b мен b кетіп қалады, мынаның квадратымен мынау кетіп қалады. Енді осыған 8а квадрат бөлінген 2а плюс b болады. Мынау минусты алымына шығарып жүрсек болады, полный. Минус 2а деп мынаны көбейтіп жіберсек болады. Сонда бізде минус 4а квадрат плюс 2аб плюс 8а квадрат бөлімінде сол 2а плюс b болады, ортақ бөлім. Екеуі де бірдей ол, мына екеуі. Сонда мына екеуі азайтылып кетсе, бізде мына жақта 4а квадрат, 2а-ны шығарып жіберсе 2а плюс b қалып қалады, бөлімінде 2а плюс b сол. Бір сөзбен айтқанда мына екеуі қысқарып кетеді, 2а қалып қалады. 2а жауабы болатын болса, 2а жауабы болатын болсақ, а мен b 3-ке тең болатын болса, а-ның орнына 3-ті қоямыз, 2 көбейтілген 3, значит бізде 6 деген жауап шығады. Мына біріншісі 2а, мына екіншісі 6 деген жауапқа тең болды. Келесі есеп x квадрат минус плюс 5x-тен 6 түбірлерінің қосындысымен көбейтіндісін олардың мәндері жатқан аралықпен сәйкестендіріңіз дейді. X квадрат плюс 5x-тен 6 болады, біріншісі. Екіншісі x квадрат плюс 5x-тен минус 6 болады. X квадрат плюс 5x мына жақта минус 6 болып өтеді. Түбірлерінің қосындысымен көбейтіндісі. Мына жақта қосындысын тау керек, мына жақта көбейтіндісін тау керек. Мына жақта вет теоремасын жасақ болады. x1 мен x2-ның қосындысы ол бізде мына жақта минус 5, x1 мен x2-ның көбейтіндісі бізде мына жақта 6. Мына жақта x квадрат плюс 5x плюс 6 тең 0. x1 мен x2-ның қосындысы ол бізде мына жақта минус 5 тоже. x1 мен x2-ның көбейтіндісі ол бізде мына жақта минус 6. Енді қосындысы ол бізде минус 5 пен минус 5, в любом случае. Минус 5 қай аралықта жатыр қосындысы? Минус 5 ол бізде мынау аралықта жатыр. Минус 20 мен 1-ның арасында. Ал көбейтіндісі 6 мен минус 6, то есть бізде көбейтіндісі x1 мен x2-ның көбейтіндісі 6 болды, және де минус 6 болады. Екеуі де жатқан аралық 6 мен минус 6 дейді. Қосындысы мен көбейтіндісін олардың мәндері жататын аралықпен сәйкестендіріңіз дейді. Так, мына жақта біреуінде дискриминант шықпай қалам екен. Так, вроде шығып тұр. Мына жақта минус 6 мен 1, минус 6 мен 1. Так, дискриминанттен 25 минус плюс 24, 49 шығады ғой. Так, минус 6 мен 1 ма? Көбейтіндісі минус 6 болады екен, оны яқта кешірім сұраймын. Көбейтіндісі минус 6 болады, мына жақта плюс 6 болады. Бәрібір сол ғой, екеуінің орындары ауысып кетті жаңағы. Минус b, мына жақта c. c қалай бар, солай қоямыз, е. Сол минус 6 мен 6 жатқан аралық. Біреуінде минус 6, біреусінде 6. Может, теңдейлердің түбірлерінің қосындысымен көбейтіндісін олар. Мен яқта түбірлерінің қосындысы деген жерде бүкіл түбірлерін тауып қосу керек екенмін ғой. Так, осы жерде қателестім. x1 қосылған x2 минус 5 қой біріншісінде, ал екіншісінде x1 қосылған x2 бұл бізде минус 5. Екеуін қосам минус 10 болады ғой. Минус 10 қай аралықта жатыр? Бәрібір осы аралықта жатыр. Көбейтіндісі ол, значит, минус 6-ға 6-ның көбейтіп алам, минус 36 болады ғой. Бәрін көбейтесің ғой. x1 мен x2-ның көбейтіндісі ол бізде біреусінде 6, ал екіншісінде минус 6 ғой. Еще тағы да соны да көбейту керек қой, өйткені бүкіл түбірлерін деп тұр ол жақта. Минус 36 болады, минус 36 деген ол бізде мынау аралыққа тиісті. Келесі шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысы s-тен 4-ке, ал мүшелерінің кубтарының қосындысы, значит, b1-ның кубы, b2-ның кубы сөйтіп кете береді. Ол бізде 192-ге тең дейді. Осы прогрессияның бірінші мүшесімен еселігін және олардың мәндерін сәйкестендіріңіз дейді. Енді жақта кубтарының
қосындысы дейді ойбай, кубтарының қосындысы. Бізде мына жақта берілген v1 қосылған v2 қосылған кете береді, бұл 4 кетен деген, Ал мына жақта мүшелердің кубтарының қосындысы 192 кетен дейді. Енді кубтардың қосындысы жақшаның сыртына бәрін шығарып жіберу керек болып тұр ғой, онда мына жақта v1-дің кубы қосылған v1 көбейтілген кубтың кубы сөйтіп кете береді ғой, 192 кетен. Ал мына жақта v1 жақшаның сыртына v1 қосылған v1 көбейтілген q сөйтіп кете береді, бұл 4 кетен. Енді үстінен жақшаның сыртына v1-дің кубын шығарып жіберсек, бізде бір қосылған q куб қосылған q6 сөйтіп кете береді, бұл 192 кетен болады да. Ал мына жақта v1-ді шығарып жіберсек, бір қосылған q қосылған кете береді, 4 кетен. Бір сөзбен айтқанда, екеуі бір-біріне әдемі келіп тұр ғой. Жай ғана астындағысына q-дің бір нәрсе дәрежесін көбейтіп жіберу керек қой, жай ғана. Q-дің бір нәрсе дәрежесін көбейтіп жүрсек, енді бұл есепті шығаратын болсақ, мына жақтан мынау жүйені шығару керек болады да, бірақ бұл жүйені шығарып отқанымыз нереально көп уақыт алады. Сол үшін біз не істейміз? Бұның талдауын менде бар, YouTube-та, если что, бұндай есептердің талдауы. Мен YouTube-ма кірсеңіздер, Оразкелдиев Нұрғаз десеңіздер, осындай есептердің бір шамасын талдаған болатын. Оны асықпай көріп алсаңыздар болады. Енді қараңыздар, мына жақта 4 дейді. 4 деген ол бізде v1 бөлінген 1 минус q ғой. Бұл 4 кетен болып тұр бізде, Енді v1-дің орнына мен 2-ні қоятын болсам, а q-дің орнына 0,15-ті қоятын болсам. 1 минус 2-ден 1, значит 2 бөлінген 2-ден 1, бізде 4 шығады ғой, шығады. Значит, бірінші мүшесі оның 2 болады, а еселігі біздің 0,15 болады. Басқа вариант мына келмейді ешқайсысы. Мысалы, бірінші мүшесі 2 болса, v1 бізде 2 болса, бізде q бізде мына не болады? 0,15 болады. Егер 6-ны алып қоятын болсам, q-ның орнына ол есептелмейді. Келесі 36-шы сұрақ, бір немесе бірнеше жауап дұрыс. А-ны 2-ге тең болса, мәрін тап дейді. Бұл жақта бірінші азайтып алсақ болады. Жақшаны ашып 27 плюс 7а куб минус 55 минус 20а7. Мына екеуі азайтып кетеді. 7а куб деген 7 көбейтілген 2-ның кубы минус 55. 2-ның кубы ол 8. 7-ге 8 ол 56. 56-тан 55 азайтсақ, бізде 1 шығады. 1 деген ол бізде д жауабы. Одан кейін 2-ның 0 дәрежесі әдемі келіп тұр. Келесі синус арк косинус дейді. Синус арк косинус берілсе, арк косинус 0,5-тен 0,6-тен 5-тен 3. Косинус деген не нәрсені екенін еске түсіріп алайық. Косинус ол 5-тен 3-ге тең болса, тікбұрышты үшбұрыштан косинус деген ол қарсы жатқан, іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы бізге мынаны табу керек. Пифагор теоремасына салам. 3-тің квадраты қосылған x-тің квадраттен 5-тің квадратына, x-тің квадраттен 25 азайтылған 9-ға, мына азайтылады, ол 9 болып. X-тің квадраттен 16-ға, значит, x бізде 4 кетен. Значит, мынау 4 кетен болатын болса, жақшаның сыртына синус тап десе, мен синус таба салам. Синус альфа қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы, значит, 4-тің 5-ге қатынасына тең. 4-тің 5-ге қатынасы ол 0,8. Значит, мынау b жауабына тең, және a жауабына тең. Минус 1 дәреже болса, орын ауысып кетеді ғой. Мысалы, 5-тен 4-тің минус 1 дәрежесі болса, ауысып кетеді. 5 астан 4 үстіне қарай кетіп қалады. И f жауабына әдемі кетіп тұр. Келесі арифметикалық прогрессия мүшелері берілген, бірінші, үшінші, төртінші мүшесін табыңыз. Мынау А2 деген сөз, 18-ге тең. Мынау 3, 4, 5 деген сөз. А5 бізде 39-ға тең. Енді А2 деген ол А1 қосылған D, ал А5 деген ол А1 қосылған 4 ретті. Бұл 39-ға тең. Азайтып жібереміз. Азайтып жіберсек бізде минус 3-ті тең болады, минус 10, 21, значит, D тең болады бізде 7-ге. 7-ге тең болса бізде А3 ол бізде, мысалы А2 бізде 18-ге тең болса, А3 17 қосылса ол бізде 25, міне. А4 деген А-ның 7 қосылса бұл бізде 32. Значит, А1 надан 7 азайтылады, ол бізде 11. 11, 25, 32. Келесі теңдеулер жүйесін шешіңіз деген, үстіндегі теңдеуді біз полный y-ға көбейтіп жүрсек болады. Значит, ол бізде xy минус y квадраттен 4y-ге болады. Астындағы теңдеу қалай бар, солай қалдырамыз. Полный қосып жүрсек болады. Полный қосып жүрсек, мынау бізде, то есть азайтып жүрсек, мына екеуі бізде жойылады, мына екеуі бізде минус 2y квадрат тең 4y минус 6. Бәрін мына бетке өткізіп минус 2-ге бөліп аламыз. Значит, бізде y квадрат минус, плюс 2y минус 6, минус 2-ге бөлсек плюс 3 болады, мына бетке минус 3 болып өтеді.
y1 y2 мына жақта 3 пен 1, значит y1 так наоборот минус 3-те плюс 1-ге тең болады, минус 3-те плюс 1-ге. Енді y бізде минус 3 болса, бізде плюс 3 болады да, неға азайтылады да, x1 тең болады 1-ге, а x2-ні мәнін неға 1-ді қоятын болсам, y-ның орнына неға плюс 5 болып барады, 5. Значит, 1 болғанда минус 3, 1 болғанда минус 3 деген д жауабы, ал 5 болғанда 1 деген келесі жауап. Ол бізде мынау б жауабына әдемі келіп тұр. Келесі бізде соңғы есеп, қиық қонысын жасаушысы табанымен 60 градус бұрыш жасайды. Сонда мынау жер бізде 60 градус болып тұр, мына жер 60 градус болып тұр. Мынау бізде 4 см, мынау бізде дәл жартысы мынау 2. Енді айтады, қиық қонысын үлкен табан радиусын, және бүйір бетін ауданын, және толық бетін ауданын. Үлкен табан радиусын табу қиын емес. Мысалы, мына 2 болатын болса, демек мынаны табатын болсақ, косинустар теоремасына салсақ болады. Бізде x болса, косинус 60 градус бұл тең болады. Іргелес жатқан катеттің, 60 градусқа іргелес жатқан катеттің x болады, 4-ке қатынасы болады. Косинус 60-та мәні бізде 2-ден 1. Значит, x тең болады бізде 8-ге. X-ның мәні бізде, то есть x-ның мәні тең болады 2-ге. Значит, радиусы бізде 2 болатын болса, мұны қызылмен көрсетейін. Бізде просто мына бөлікті алып алдық та, мына бөлікті алып алдық, бөлек мұны суретін салып алдық. Демек, 2 ғой бізде, 2 болатын болса, мына бөлік 2 болатын болса, мына бөлікте 2 бізде. Значит, мына жер бізде қазір ғана 2-ке тең болды, x-ның мәні. Значит, общий радиус біздің 4, мына е жауабына тең. Үлкен табанның радиусы. Бүйір бетін ауданы. Бүйір бетін ауданның өзінің формуласы бар. Так, формуласын жазайық. S бүйір беті тең 2-ден 1 L R1 қосылған R2 болады. Осы формула саламыз. Яқта еще пи бар қателеспесем. 2-ден 1 пи бүйір бетін ауданы. Так, я. 2-ден 1 деген формула бар ма бізде? Вроде бар, өйткені жартысын аламыз. L деген ол бізде 4-ке тең, R1 деген ол бізде 2, R2 деген ол бізде 4. Значит, бізде яқтан 6, 6-ға 4 24, 24 пи бөлінген 2, значит, бізде 12 пи деген жауапқа тең. Міне, д жауабына тең. И толық бетін аудан. Толық бетін аудан деген сөз, осы 12 пиға 2 табан қосамыз. Бір табан ауданы. Бізде пи квадрат қой, шеңбер ғой. R-ның орнына 2-ні қоям, 2-ның квадраты бізде 4 пи. Екіншісіне R-ның орнына 4-ті қоям. 4-ның квадраты бізде 16 пи. Бәрін қосам, бізде неқта шығады, неқта 32 пи. 32 пи. Еще, так, 12 пи плюс пи квадрат толық бетін аудан, 4 пи и 4 квадрат 16 пи. На екеуін қосатын болсам 16, 16-ға пи, еще пиді, мне кажется, ашқан ба? Сонда міне, нау 2-ке тең болса, 2-ке 2 міне 4, дұрыс жауап шықты. Енді бүйір бетін ауданның формуласын жазайық. 2-ден 1 пи L, R1 қосылған R2 дейтін формула бар бізде. Сонда бізде S бүйір беті тең болады. Мына жақта пи көбейтілген L деген 4, R1 бізде 2, R2 бізде 4, мына бізде 6, значит бізде 24 пи. Ал толық бетін ауданын табатын болсақ, бізде ол бүйір беті, S бүйір беті қосылған 2, то есть S1 табан қосылған S2 табан. Табан аудан бізде пи квадрат, значит пи көбейтілген 2-ның квадраты ол бізде 4 пи, а пи көбейтілген 4-дің квадраты деген ол бізде 16 пи. Енді бізде 24 пи, қосамыз мұны 4 пи, қосамыз 16 пиді. Сонда 24-ке 4 қосын 28, 28-ге 16-ны қосатын болсақ, бізде 44 пи болады. Значит, бізде А жауабына сәйкес жауап шығады. Значит, дұрыс жауаптары мына А, Е және F жауаптарына сәйкес. Осымен бізде достар болды, бірақ осымен эфир аяқталмайды. Сіздерге бір керемет бір бонус бергім келіп жатыр. Қандай бонус? Соңына дейін осы эфирді көрген барлық оқушыларға мен керемет бонус берем. Бұл бізде ұбт-ға дайындалудың жолдарын айтам сіздерге. ұбт-ға дайындалу жолдарын бізде 3 түрлі варианты бар. До конца тыңдап бітсеңіздер, сіздерге керемет сонда бір күшті бір фишка берем. Күшті бір жеңілдік берем. Яғни до конца тыңдаңыздар. Кез келген оқушы өзі дайындалады, репетитормен дайындалады, немесе білім орталыққа барып дайындала алады. Өздері дайындалған оқушылардың ақшасы кетпейді, ешкім қинамайды, ешкім қадағаламайды оларды, бірақ қандай оқудан неден бастау керекін білмеу мүмкін, жүйе болмау мүмкін, мотивация болмау мүмкін.
прогресс болатыр ма болатқан жоқ па білмейсің, и уақыт өте көп кетіп қалады сенде, өйткені материал жоқ болады, материал іздеумен уақытың өтеді. Ал репетитормен дайындалатын болсаң, бұл жеке дайындайды сені, кез келген уақытта түсінбеген сұрақтарын сұрай аласың, индивидуально кетеді да, бірақ өте көп ақша кетіп қалады. Жеке-жеке репетитор таңдайсың, мықты репетитор іздейсің, оның сағаты 5000 теңге болады, и то до конца апаратын репетиторлар болады, апармайтын репетиторлар болады. Бір пәнге кемінде 60 сабақтан көп қатысу керек, среднем бір пәнге дайындық болу үшін. Ол примерно 4 пәнге санасақ 240 бізде сағат кетеді вообще ұбт-ға дайындалу үшін. Оны 5 мыңға көйтсек 1 миллион 200 мың теңге сені спокойно кетіп қалады бір жылдың ішінде. Енді қара, білім орталыққа барып дайындалатын болсам, әрине білім орталықтар өте көп, бірақ ол тек қана қаланың балаларында ғана мүмкіндік болады. Жүйемен дайындап беру мүмкін, куратор болатын, оқитын ортаға қосыласың, яғни мотивацияң болады орталыққа барып дайындалсың. Бірақ көп уақыт энергия жолға кетіп қалады, білім орталықта әлсіз мұғалімдер болып қалуы мүмкін. Ал қаланың балаларында ғана мүмкіндік болады, және ақшалай көп шығын кетеді сенде. Жақсы орталықтар айына целом 50 мың теңгемен 100 мың теңгенің арасында дайындайды. Сен 10 ай бойы дайындалатын болсан, 50 мың теңгені 10 айға көбейтсең, сенде 500 мың теңге спокойно кетіп қалады. Ну, қазір примерно 7 ай қалды ма, ұбт-ға дейін 7 ай бойы 50 мың теңгеден 150 мың теңгеге кетіп қалады сенде. Енді төртінші нұсқа, ең тиімді нұсқа, ол жақта саған себебі гарантия береді. Нәтижеге гарантия бермейді, сабақтардың сапасына және ұбт-ға дейін до конца бірге апаратындығына, мотивация беретіндігіне және ұбт-ға жүйелі дайындыққа гарантия береді саған. Балға ешкім гарантия бере алмайды. Мысалы 140 бал аласың деген ешкім гарантия бермейді саған. Неге? Себебі гарантия беретіндер олар көбінесе алаяқтар және банктер ғана гарантия бере алады да, жай адамдар біз сияқты гарантия бере алмайды. 50-50 болады, как всегда. Біз 50% гарантия береміз, қалған 50% от тебя зависит. До конца оқысан, мен оқушыларым сияқты өте үлкен нәтижеге жете аласың. Жалпы біздегі сабақтың процесі ол тікелей эфирлардан өтеді, тура осындай тікелей эфирлар өтеді. Тікелей эфирді бірақ сен сұрақ қоя аласың. 24/7 кураторлармен қадағалау болады. Сен әрқашан таңдау пәндері бойынша бөліп оқушыларды қадағалаймыз. Теория болады, теория жаттаймыз, 3 этаптық дайындық жүйесін беретін боламыз балаларға. Одан кейін бізде мобильді приложение бар, Шырақ деген, Шырақ деп жазсаңыздар, Шырақ онлайн десеңіздер, приложение да шығады. App Store'да бар және Play Market'те де бар. Гранттарды көре аласыздар, мамандық бойынша тегін сараптама жасап береміз, сіздерге профориентациялық көмек көрсетеміз. Сонымен қатар қазір ешқандай көптеген орталықтарда информатика пәнінен толыққан дұрыс дайындамайды, ал бізде осы уақытқа дейін информатикаға дайындап көрген нәтижелер өте жоғары деңгейде көрсететін, ништа жұмыс істейтін супер мұғалім береді, ұбт-ға дайындап көрген осы уақытқа дейін. Айына 2 рет біз байқау сынақтарын береміз, ұбт-ға дайындық сынақтары және жаңартылған база бойынша дайындық береміз 2020-2023 жылға. Енді біздің нәтижелер, мен осы уақытқа дейін біршама оқушыларды дайындадым, оның барлығы нәтижесін мұнда саламаймын. Өйткені кейбір оқушылардың дайын результаттары менде жоқ. Шын мәнінде кейбір оқушылар өзінің алған балын алады да, сонда рахметсіз-ақ кетіп қала салады. Соңғы ұбт-да дайындалған оқушылардың нәтижесі осындай. Садық Құдайберген деген біздің оқушы 112 ұпай жинады. Керімбек Ернар деген бұл 131 балл жинады, 2022 жылда дайындалды бізде. Сонымен қатар мұны Кемелхан Аружан деген қыз 132 балл жинады. Мен сіздерге айттым ғой, мен бұрыннан бері ұбт-ға дайындап келемін оқушыларды. Биология, химиядан да бізде супер мұғалімдер бар. Осы уақытқа дейін кемінде 5 жыл, 7 жыл ұбт-ға тоқтамай дайындап келе жатқан. Абуов Азамат деген оқушымыз 118 балл жинады. Әуесхан Мадияр деген баламыз 103 балл жинады. Біз таза көрсетеміз алған балдарын, тек қана 130-дан жоғары балларды ғана көрсете бермейміз. 103 алған балалар да бар, 91 деген балл алған оқушылар да бар. Бұлардың барлығы бірақ 100% грант қатысты. Мұхамеден Динназ деген менің оқушым дәл қазір мұғалімдікте оқып жатыр. Мысалы 130 балл математика пәні мұғалімі. Ерен Нұрдәулет, рахмет ағай деп өзінің ссылкасын жіберген, 120 балл жинаған, ұбт-да тапсырған баллы. Қуандық Жансерік деген өте төмен балмен келген, маған алғашқы алған балл 60 балл болған примерно. Ең соңында бізде 115 балл жинады, математикадан 45-тен 40 балл жинады да. Полностью дайындықты менімен бірге жүргізген. Физикасын Оразбай ағайда дайындалды бұлар. Оразбай дейтін ағай бізде Шырақ академиясында жұмыс жасайды. Кішігірім түсіндіріп кетейін, бізде Шырақ академиясында жалпы мұғалім өте көп. Бірақ біз тек қана топовый мұғалімдерді осы Шырақ академиясына жинадық. Осы уақытқа дейін басқа онлайн курста жұмыс істеп жүрген, я болмаса басқа бір супер мектепте жұмыс істеп жүрген мұғалімдерді алдық та жинақтадық осы жерде. Мен өзім 125-те сабақ берген. Мен өзім 125-тен кетіп қалдым да,
сонымен қатар 125-тен 140-тан Educate-ден мықты мұғалімдердің бәрін жинақтап осы бір платформаға салдық. Ол мұғалім бәріне өте қыруар қаражат төледік, чтобы осы жаққа келу үшін, чтобы оқушылар осы жақта дайындалу үшін да бізде. Одан кейінгі момент міне туралы Азат деген дәл қазір мысалы 109 балл алды, математикадан 45-тен 35, мат сауаттылығы 13 балл жинады, мысалы өте жоғары деңгейде тапсырып шықты да ұбт-ны. Абзалбек Мұхаммед Али деген оқушы міне 103 балл жинады. Одан кейін Мұсаханов Нұраділ деген оқушы 104 балл жинады. Енді оқушылардың жалпы маған деген жылы лебіздері 25-те оқығанмен сабақ берген есімдесін Аружан міне өте жоғары балл жинаған оқушылардың бірі. Міне МУИТ-қа түсірген оқушыларым өте көп. Өнеге дейтін оқушы бар, әпкесін оқытқам кезінде 2015-2016 жылдары міне 125 курста Әлібек Ахниет деген. И ол айтады, сабақты кім өтеді, мен өзім өтем дедім, кері байланыс бердім. И осы оқушы менде онлайн курста оқыды. Офлайнға да кеп дайындалды бұл, кстати. И битті, сабақтарды бастап кетті. Сабақтарды бастағаннан кейін айтады, әзірше жеңіл дейді, түсінікті, мен ойлағанда сапалы екен дейді. Яғни сабақтардың көбісі көп жерде сапасыз, түсініксіз, тез қиын тілмен түсіндіреді, ал мен сабақтарым жеңіл, оқушыларға қызықты форматта, әр сабақта солай түсіндірілген. Яғни Өнеге деген оқушы, мен оқушым, инстаграмда бар, Әлібек Өнеге десеңіздер шыға мүмкін, бірақ ұмытып қалдым инстаграм. Айым деген оқушы, ағай көп рахмет. Міне Мәуебекова Тоғжан деген оқушы менің шығармашылық табыстары тілеймін, грантқа түсті. Міне одан кейін Бекзат Қуаныш міне сіздің арқаңызда ақпараттық қауіпсіздік Астана IT-ге түсті, алғысым шексіз дейді. Абдумажид Абдухаимов мысалы деген оқушым бар, міне тағы да IT-ға түсті. Жаңағы Тоғжан деген қыз міне грантқа түсті, МУИТ-қа. Әбділәкім Әлішер деген, Жадыра деген міне апайымыз біздің үлкен кісі, қызын менде онлайнда оқытқан, Астана IT-ға грантқа түсті. Полностью біз информатикадан да, математикадан да, физматтан да дайындадық бұл оқушылардың барлығымыз. Тоже грантқа түсті. Міне Айым деген қыз, бұның бәрін мен ұбт-ға дайындағам, және мен командам дайындаған ұбт-ға. Дәл қазір осы Шырақ академиясында бірге дайындаған оқушылар, бірақ біз басқа онлайн курста болдық. До этого қазір Шыраққа ауыстық бәріміз. Бұл жақта сіздер Шыраққа төлемейсіздер ақшаны, или болмаса Шыраққа келіп тіркелмейсіздер, мұғалімдер үшін келесіздер, біздің методикамыз үшін келесіздер. Енді полностью бағасы қанша соны түсіндіріп кетейін сіздерге. Бір жыл бойы 5 пәнге дайындық. Енді мына жақта бір жыл емес, 6 ай қалды бізде. 6 ай бойы 5 пәнге дайындық. Ол 100 мың теңге келеді сіздерге. Апта сайын үздік ұстаздармен тікелей эфир, ол 100 мың теңге. ұбт базаларымыз беріп отырамыз. Мысалы дәл бүгін ұбт базасын талдадық қой, сол сияқты оны емтихан түрінде береміз сіздерге. Пробный Шыраққа кіресіңдер, тура ОТО-центр сияқты тапсырып шығасыңдар да, сонда результаттарын сразу алып отырасыңдар. Сол 25 мың теңге еще оның талдаумен жүреді, міне пробный тесттермен талдаумен айына 2 рет. Одан кейін ұбт базаларынан құралған біз тақырыптық есептер береміз. Тақырыптық чисто ұбт-ның базаларынан келетін есептер, бұл тақырыптық есептердің бәрі. 6 ай бойы бақылайтын кураторлар, ол 80 мың теңгеге айналады сіздерге. Ұялы телефонға арналған қосымша бір 6 айға, 7 айға 25 мың теңгеге айналады. Енді барлығын қосқанда где-то 350 мың теңгеде шығады, бірақ осы 350 мың теңгенің орнына біз сіздерге дәл қазір 228 мың теңгеге береміз. 228 мың теңге бір процентке есептеп шығардық. Біз бере алатын жеңілдіктің пайызы 228 мың теңге. Где-то ар жағында қанша бір 20 емес, 30 пайыздай бере аламыз сіздерге, 40 пайыздың арасында. Сол 228 мың теңгеге Каспи рассрочкамен есептегенде, сол үстіндегі пайызын бәрін қосқанда 228 мың теңгеге айналды бізде дайындық. Енді қараңыздар, неге 228 мың теңге төлеп курсқа дайындаласың 7 ай бойы, және бұл ақтайды ма деген сұрақ туындайды сіздерде. Әрине ақтайды. Себебі Казгу сияқты вуздардың жылына 960 мың теңге екенін біз барлығымыз білеміз. 960 мың теңгені төртке өйтсек 3 миллион 840 мың теңге шығады. Стипендия примерно 40 мың теңге. Бұл минимум есептедім. Мұғалімдердің стипендиясы қазір 60 мыңға шейін барады. 40 мыңды 48 мың теңге көбейтсек, еще стипендия көбейеді, кстати, келесі жыл. 1 миллион 920 мың теңге болады. Екеуін қосатын болсақ, где-то мынаны үнемдейсің 3 миллион 840 мың теңгені. Яғни мемлекетке төлемейсің университетке, а 1 миллион 920 мың теңге саған стипендия. Саған стипендия қарыз, то есть мемлекет ақша береді саған. Енді общий 5 миллион 760 мың теңге бізде ол стипендиямен, яғни мемлекетке төлейтін оқу ақысымен стипендияның құны 5 миллион 760 мың теңге.
Егер сен 228 мың теңге бізге дәл қазір төлеп ұбт-ға дайындықты бастайтын болсаң, 5 миллион теңгедей ақшаң қалтаңда қалады. Иә? Еще бұл Казгу деген 960 теңге деген средний баға, одан қымбат университеттерде бар. Мысалы СДУ или там Астана IT деген сияқты. Барлығы 5 миллион 532 мың теңге. 5 миллион 532 мың теңге сенің қалтаңда қалады. Сен частный школада оқымай-ақ қой, я болмаса басқа курстарға бармай-ақ қой. Именно гарантия беріп тұрған, 50% гарантия беріп тұрған біздің Шырақ онлайнда дәл қазір тіркел. Дәл қазір тіркелетін болсан, Нұрғазы ағайдан келіп тұрым деп Дилназ деген біздің көмекшіміз курсқа келген оқушыны тіркеп отырады, мен айтқан. Соған звондаңыздар, міне соның номері, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Дәл қазір жазыңыздар. Ата-аналарыңызбен бірінші ақылдасып алыңыздар. 228 мың теңгені 12 айға рассрочкамен алсаңыздар болады. Немесе ай сайын там 38 мың теңгеден төлеп оқысаңыздар да болады курсқа. Мысалы, ұнамаса шығып кетесің деген сияқты. Бірақ 100% ұнайтынына кепілдік берем. Нұрғазы ағайдан келіп тұрмын десеңіз болды. Дилназ сіздерді спокойно скидкамен 350 мың теңгенің орнына мына 228 мың теңгеге 7 айға дайындықпен тіркейді. 7 айға. Айына 38 мың теңгеге айналады сонда сіздерге. Енді тіркелем деген оқушыларға әрқашан есік ашық. Сіздерді өзімнің онлайн курсымда күтемін. С нуля көптеген фишкалармен, көптеген лайфхактармен, 24/7 куратормен, профанентолог, сонымен қатар жыл бойы психологиялық мотивация көмек беріп отырамыз. И дәл осындай дайындыққа сіздерді шақырамын. Мені көбісі таниды, көптеген оқушылар инстаграмда көп таниды. Осыға дейін 3000-ға жуық оқыды бізде. Мен дәл қазір осы Шырақ академиясында, Шырақ онлайнда мен бүкіл сабақтарым новый, жаңартылған бағдарламадағы сабақтарым. Тіркелем десеңіздер, дәл бүгін қазір Дилназға жазыңыздар. Өзінің онлайн курсында сізді күтем. Онлайн курсқа қазірден бастап уже тіркеліп жатқан оқушыларымыз өте көп. Сізде солардың бірі болып тіркеліңіздер. Кажется, уже екінші ағым басталып кетті. Ендеше сау саламатта болыңыздар.